Сәлем достар, сіздермен бірге театрал бағдарламасы біз жаңа маусымымызды бастаймыз. Нешінші маусым екенін білмеймін, өйткені бізде паузалар бола береді. Енді бірақ осы жылдан бастап біз маған осылай бүгін кедергі келтіріп отырған кім деп ойласаңыздар, көресіздер. Бүгін бізде ерекше қонақтар, театралдың жаңа маусымы, жаңа қонақтармен, жаңа әртістермен біздің театрымыздың қонақтары. Сіздердің алдарыңызда Астана қаласы жас көрермендер музыкалық театрының, дұрыс айттым ба? Музыкалық жас көрермен театры. Музыкалық жас көрермен театрының әртістері, актерлері Асылхан, Оразалы, Инабат. Қош келдіңіздер. Рахмет. Бүгін біздің театрға Рахмет. өте қуаныштымыз. Жалпы бұрыннан ойда жүрген сіздерді шақырылып енді осылай вниманияны өзіне алу керек. Сіз анау Жамалдың құйған шай барлық сұраққа өзің ғана жауап берме, қазір жарай ма Асылхан? Кезекпен. Қазір енді сіздер білесіздер, өте жақсы танымал болып жатқан театрдың бірі. Жас болса да, қаншама гастроль, қаншама қойылым, қазір де толығырақ айтып кете жатамыз. Енді білмейтін көрермендер болса, келші, бермен келші, құдаша деген бар ғой. Сол бір тиктоктан көріп жатқан өте мықты жаңа танымал болып кеткен театрдың бірі міне алдымызда отыр. Қош келдіңіздер. Тағы да, қазір енді сұрақтарға барынша еркін, барынша біздің өзіміздің бағдарламамыздың форматы сол. Біз Гауһартасты әдейі барып көрдік. Енді мен, өйткені сұхбат алғаннан кейін, енді мен білуім керек, не жайлы сұрайды деген сияқты. Әрең өзім жеттім. Және сол күні барған кезде Асхат ағамыз сахнаға шығып айтты, бүгін Гауһартас қойылымы 162 рет қойылайын деп тұр. Бір жылда 162 рет ойналған қойылым. Жалпы бірінші сұрақ, қойылым осыншалықты жиі қойылғанда дәмі кетіп қалмай ма? Асылхан бастасын, жауап берді. Ең алдымен Назерке сұхбатқа шақырғаннан көп рахмет. Біз өте қуаныштымыз. Жалпы біз Астана қаласында осы музыкалық жас көрермен театры ашылғанда міне биыл 4 жыл болады. Бірақ 4 жылдың ішінде енді мақтанғанда емес, бірақ өзінің көрермені бар, театр болып қалыптасып келе жатырмыз. Оған енді ең бірінші біздің ағайымыздың ниеті, еңбегі талмай жұмыс істеп жүр. Мықты менеджер ғой енді ағайымыз, мықты ұстаз. Содан кейінгі бізге мотивация беретін, былайша айтқанда, біз енді жасырмай айта аламыз, үлгі алатын театрлардың бірі ол өздеріңіз. Жастар театрының ішіндегі аға буын актерлар бар, біз өзіміз үлгі тұтатын, мақтан ететін. Біз де келіп тұрамыз осы театрға, спектакльдерін қарауға. Сондай енді бәсеке бар жерде, осындай жаңадан келген театрда өседі. Осындай бәсекеге тап болып, осыған ілесіп кеткен, осы темпке ілесіп кеткенімізге біз де өте қуаныштымыз. Енді Гауһартас қойылымы біз шыны керек, біз ондай бір қатты жетістікке жетеді деген ой болған жоқ. Енді Гауһартас шығармасы жалпы қалың көрерменге қатты бір ой салдырған, жүректен орын алған шығарманың бірі ғой, Дулат ағамыздың 25 жасында жазған. Одан кейін екінші рет ол дүниеге кино болып келді. Үшінші рет осы сахналанып, ең алғаш рет осы музыкалық жас көрермен театры ұсынды, 3 рет дүниеге келді. Кітап оққаннан кейін, киносын көрген аға буын, орта буын аға әпкелеріміз келіп қарады. Одан кейін сол кісілерге ұнағаннан кейін тиктоктан біздің құдаша үзіндіміз тарап кеткеннен кейін жастар көбірек келе бастады. Енді шыны керек, айтады ғой енді, темірді ыстық күйінде басып қалу керек жаңағы. Біз жақсы жүріп жатқаннан кейін, сұранысқа ие болғаннан кейін, оның үстіне біз неге көп қойдық? Біз күніне 2 реттен ойнадық, 3 реттен ойнадық. Неге? Біздің сахнамыз кішкентай. Көрермен залы кішкентай. Көрермен залы. Бізде 200 ақ орын. Біз күніне 3 сеанс қойсақ, біз 600 көрерменді қамтимыз. Ал Әуезов театры болса, Қуанышбаев театры бір күнде бір сеанспен ақ олар 700-800 көрермен қамтиды. Сол жағын ескере білу керек. Және де мен ойлаймын, бізде енді басқа да составтар бар. Бізде бірінші, екінші, үшінші состав деп бөлінбейді. Бәрі әр составтың өзінің орны бар. Көбірек қойылған сайын біздің бауырларымыз да артымыздан келеді. Олар да піседі, өседі деген сияқты.
енді 3 рет қойған кездерде шыны керек бір болды. Шаршаған кездеріміз, оның жасыратын несі бар. Бізде де сондай ой болды, автоматизмге кетіп қалмаймыз ба, уже бола береді деген сияқты. Бірақ оны дер кезінде ағайымыз тоқтата білді. Осы биыл 24 жылдан бастап қаңтар айында біз 4 рет ойнадық айына. Алдында күніне 6 рет ойнадық. Аз ба? Жоқ, енді алдыңғы айлармен салыстырғанда біз 2 күнде 6 рет ойнадық мысалы, күніне 3 рет. Ал дәл осы ақпан айында біз міне 2 рет ойнадық. Енді 2 рет ойнаймыз, 3 рет ойнаймыз. Неге? Өйткені біз осы 16 ақпанда біздің тұсаукесерімізге 1 жыл болады, осы гауһартасына шыққанда 1 жыл енді болады. Сөйтіп 163-164 ойнаймыз да 16 ақпан күні 165 рет юбилей тойлаймыз. Одан кейін басқа да қойылымдарымыз бар. Енді бізде ағайымызда тәжірибесі бар адам ғой, енді ондай деңгейін түсіріп жіберетіндей жағдайға жеткізбейді деп ойлаймыз. Өйткені ағай да біліп тұр оның барлығын. Бірақ ағай да оны түсініп тұр, қазір сұранып тұрған кезде ұсынайық деген сияқты. Әрине, мен түсінемін, режиссер ретінде ол тактика бәрі мықты ғой. Бірақ мен актер, өзім актриса болғандықтан сұрап жатырмын да, кейде болады, мысалы, өз басымда да бір қойылым тым жиі болып кетсе, енді біз техникаға сала алмаймыз ғой, я уверена, что сіздерде техникамен шықпайсыздар. Әрине, біз проживаем рөлді, кәдімгідей ойнайсың. Мен өзімде көріп отырмын ғой, жылап жүрсіңдер, кәдімгідей беріліп ойнап жүрсіңдер. Әр кезде соны ойнай берген бәрібір кішкене қиындық туғызады, ал сағынып ойнаған мүлдем бөлек болады. Сол жағынан сіздер жауап беріп келдіңіздер, жалпы актер ретінде қалай? Сөзің жаны бар, келсем. Себебі енді актер болғаннан кейін ол тірі организм ғой. Каждый раз жаңағыдай, мысалы, кейде болады, өзіңді қанша тырыссаң да, қанша сықсаң да бір болмай қалатын кездер болады. Енді сондай сәттерде актер енді өзінің техникасына мән береді, жаңа техникаға салады. Бірақ енді шын мәнісінде жаңағыдай автоматизмға кетіп қалуға сондай қаупі бар. Бірақ енді актер болғаннан кейін каждый раз бірінші рет сахнаға шығып жатқан сияқты, және соңғы рет ойнап жатқан сияқты ойнағаннан кейін бұл спектакльге деген біздің махаббатымыз ерекше. Жүрегімізден шыққаннан кейін гауһартаста көп премия әкеліп беріп отыр бұл спектакльде. Ал Инабат, мен жаңағы Оразалы Асылханның айтқанына қосыламын. Шынымен де техникаға салатында қойылымдар болады, бірақ олар мүлдем басқа қойылымдар. Бұл жер енді гауһартас, ол қалай айтса болады, мен тіпті сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Ол біздің театрымыз үшін ол бір атының өзі айтып тұрғандай, визитная карточкамыз, ол біздің гауһартасымыз, біз оны әрқашанда, ол біздің хрусталь сияқты, біз оны сындырып алуға қорқамыз тіпті. Шынымен де мысалы гастроль кезінде өздеріңде біліп отырсыңдар ғой, температурамен жүрген кездер болды, климат ауысады, ары-бері автобуспен, поездбен жүріп жүрген кездер болды. Сол кезде сахнаға жөтеліп жүріп, кішкене ақырын былай бұрылып деп жөтеліп алатын да кездер болады. Бірақ әрқашанда сахнаға бірінші рет шыққандай шығуға тырысамыз. Себебі сондай бізді күтіп отырған көрермен бар. Көрерменнің еш кінәсі жоқ қой, сен олай мен ауырып тұр едім, температурам бар еді деп сосын сторис салып немесе ақтала алмайсың ғой. Сондықтан да біз өзіміз былай қалай айтса болады, әрқашанда биік ұстауға тырысамыз. Әрқашанда биік ұстауға тырысамыз, сахнада жаңағы алғаш рет шыққандай шығуға тырысамыз. Мен бір нәрсе айта кетейін ба? Болды жаңағыда айттық қой, көп қойылғанда, шаршаған кездер болғанда, бір гастрольде жүргенде ойладым. Енді мен автор болып жүрдім ғой ішінде. Текст көп. Өте көп. Қысқартып айтып көрейінші. Осы бір қысқартайыншы. Бүгін бүйтіп шығам, көңіл күйі болмай тұрады жаңа. Бүгін осылай шығам, ана жерін бүйтем, пропускать етем, былай бармайды, ары бармайды ана жерін. Сахнада жүріп мен ана жерде қайыркем мына жерден менің жеңешем айтса айтқандай сұлу еді. Сосын одан кейінгі соңы жаңағындай оның үлбіреген еріндері дір-дір етеді деп аттап кетуге болады, бірақ оның ортасындағы сөздерді тастап кетейін десем, арым жібермейді, біреуді алдап тұрған сияқты болды. Көрейінші, бүгін міне тексттерін айтпаймын, бүйтеміздер.
бірақ айтпайын десең де шығып атады ана тексттер уже не жібермейді сосын. Асылхан 260 рет ойнағанда мүмкін айтпай қалуы мүмкін. Андай болды да, сондай кезде болды, бірақ сонда да араң жібермейді екен. Келіп тұр ғой көрермен. Әрине. Может, алдында келген бір көрермен отырып қалуы мүмкін. Алдында бұлар басқаша болды ғой. Иә. Неге бүйтіп отыр? Неге бүгін қысқартты деген сияқты болады. Негізі сөздердің жаны бар, толықтай келсем, кәсібилік қой. Ол деген шынымен де енді біз режиссердің талабы сол болғаннан кейін айта алмайсың, дұрыс па? Бізде де ондай жағдайлар болған кезінде, гастрольдің кезінде бір күнде 4 рет спектакль ойнап. Шынымен де кәсіби актер болғаннан кейін енді бізде амал жоқ. Ол бізге қойылған талап, сондықтан талапты алып шығу керек болады. Я түсінеміз, спектакльді көрдік. Маған жалпы енді қазір халықтың да көңіліне шығып жатыр. Үшеуіңнің образдарың әсіресе қатты ұнады. Жалпы сұрағым келгені, сол образдарға қаншалықты өмірде жақынсыңдар? Кейде болады ғой, бір жамбасынан түсті деп жатады деген сияқты, иә. Мысалға мен Оразалыға қатты тәнті болдым, шын айтамын. Мен Оразалыны көп сахнадан көрген емеспін. Осы күнге дейін Қыз жібектен ғана көргем. Өзіне құйып қойғандай болды. Осындай қатал, тұйық, өмірде білем, сабырлысың. Бірақ қаншалықты сенің Тастанмен образың ұқсас? Тастанмен менің образым мүлдем ұқсас емес. Өмірде себебі режиссердің өзінің талабы сондай болды. Оразалы сен лирик кейіпкерлерді ойнап жүрсің, Төлегенді ойнап жүрсің. Иә, геройларды. Иә, осындай жаңағы жүрегі нәзік, сондай ер адам бейнелерін ойнап жүрсің ғой, бірақ егер сен осыны алып шыға алсаң, сенің актерлық өскендігің деп білеміз. Бір жағынан ағай маған осындай рөл беріп, мені басқа қырымнан ашты деп ойлаймын да. Себебі, иә, Чеховтың несі бар жаңағы жүйесінде. Актер өзіне келмейтін рөлдерді ойнау керек. Сондай қағидамен ағайымыз осы Тастан рөлін берді. Енді әртүрлі енді. Әр көрермен әртүрлі қабылдайды ғой. Оңай болды ма жалпы бұл образға ену? Сол оңай болған жоқ. Қиындықпен келді. Мен өзімде бойымда жоқ нәрселер, жаңағыдай қаталдық, не деген. Қатыгездік. Өзімнің мінезіме сай емес нәрселерді жинауға тура келді, жаңағы қарап, сөйтіп қиындық сол жағынан болды. Онда біз әбден төселген уақытында көрген екенбіз жалпы спектакльді, иә. Сіздерге қалай образ жағынан? Инабат? Маған қатты, енді былайша айтқанда, өзіңе құйып қойғандай болып тұр. Қатты қиын болған жоқ, себебі мен өзім бір жердің Атыраудың келінімін. Салтанаттың бойындағы кішкене тентектік өзімде де бар негізі. Шығыстың қыздары сондай. Шығыстың қыздары. Басталды. Тентектік бойымда бар, жаңағы еркелік те бар бойымда. Бірақ қиындық болды бәрібірде. Әсіресе премьераға барлығын автордың өзі келетін болғандықтан. Жаңағы қоса кеткім келіп отырған, айтып кеткім келіп отырған Асылханға айтқан кезде Дулат Исабеков өзінің шығармаларында сөзді қысқартып тастауды, ондайды мүлдем ұнатпайды екен. Инсценировкасын барлығын Асхат ағай өзі жазды ғой, бізде өзі жасады. Дулат аға неше рет тексерді, тексерістен өтті. Сахнада 13 рет ауыстырды, 13 рет па несін ауыстырды? Көп өзгертті. Одан кейін автордың сөзін енді азайтуға болады ғой, негізі азайтып тастауға болатын еді, бірақ Дулат аға ондайды ұнатпайды. Асылхан Қайыркенді ойнайтын, Қайыркен образын сомдайтын актерлерге өте қиын болды сол жағынан. Барлығымызда уайым болды. Әрине образ шығарғаннан кейін Асхат ағай, біздің Асхат ағайымыз әңгіме арқылы үйретеді бізге. Көп ақылдарын айтады. Ол кісі никогда бізге айтпайды, сен оңға бұрыл, солға бұрыл, мына жерде былай істейсің. Ол кісі бізге даже шай ішіп отырған кезде әңгіме үстінде өзіміздің образымызға керек тұстарын барлығын айтып отырады. Бағыт, бағдар беріп отырады. Жаңа рөл шығарғаннан кейін әрине қиындықтар болды, бірақ жалпы өзінің оң жамбасыма келді. Дулат ағамыздың өзі батасын берді ғой. Менің сипаттаған салтанатым осы деп, осындай болу керек еді. Инабатты маңдайынан сүйіп, тұсаукесерде батасын беріп, өзі қатты риза болды. Өте қатты риза болды. Елестеттім деп айтқан шығар. Иә, өзім менің сипатымда тура келді. Сипатыма тура түсті, және осы шығарма менің сипаттағандай болды деп өзі қайта-қайта сөйтіп тұсаукесерден кейін отырыс болғанда Инабатқа өтінді, Гаухартасты тағы бір ән айтып берші деп. Негізге Гаухартасты айтып берші деп. Неге? Өйткені дәл осы Гаухартас
әні Иә. түрткі болған осы неге Шығарманың кейін жазылуы. шығарманың жазылуына тыңдай бердім дейді, әскерде жүрмін, бір андай жүрегімде нелер болып жатыр дейді. Сосын осы ой келіп Гауһартастыға келтіріп біз шығарма жазуым керек деп осы Гауһартас тастан негізгі кітап бойынша Ыбыш қой. Ыбыш, Қайыркен, Салтанаттар осы Гауһартас арқылы дүниеге келді деп ол кісі жазған. Гауһартас әнінен пайда болған жаңағы өзінің ойы. Сосын ағаның айтатыны бар ғой. Сразу мен есіме келді, салтанат болу керек. Салтанат болу керек. Салтанат болғаннан кейін отрицательный герой керек деді. Одан кейін жаңағы Сөйтіп Тығылып жүріп жазған. Тығылып Әскерде жүрген кезде жаңа қарауылда тұрамын дейді. Дәптерінің қонышына етігінің қонышына салып қояды екен дәптерді. Алып тығылып отырып жазып, сөйтіп 25 жасында жазып шығарды. ең алғашқы тырнақалы туындысы сонда. сосын Асхат ағайымыз осылай Гауһартасты сахнаға қояйын, шығарайын деген кезде сахнаға қалай қоймақшысың деп айтқан екен, бірден кесіп. Ол кісі өте тік мінезді адам ғой. Ол кісіге ұнамаса орнынан тұрып кетіп қалады. Бізде қатты бір қорқыныш, өте үлкен әңгімелерінде тыңдадық қой, бір кейбір театрларда ұнамайды деп. Мен олай жазған жоқпын деп орнынан тұрып кетіп қалатын да бар екен. Соң қатты үлкен жауапкершілік болды барлығымызда. Гауһартас енді ол кісінің төлқұжаты ғой. Және басқа шығармаларымды сахналауға берсем де осы Гауһартасты ұстап жүрдім дейді. Ешкімге бермей, өйткені бұл Гауһартасты мен кірлеткім келмеді деген сияқты қорқыныш болып біреу сахнада көрсете алмай қаламын деп. Сосын біздің театрды естиді, жаңа театр, жастар, сосын кішкентай сахна, көрермен залы кішкентай, мүлдем түбегейлі қарсы болып тұрған ғой ойына. Сөйтіп Асхат ағайымыз барып жазып, алдынан өтіп, біздің ағайымыздың өз бір ағайдың алғырлығы бар, біздің ағайымыздың ерекше бір қасиеті кез келген адамды көндіре алады. Болмайын деп тұрған адамның болдырып жібереді, өйткені ол да өнер, ол да мықты қасиет. Ағай алдынан өтіп, бірақ айтқан нәрсесін жасайды. Мен осылай міне жасап берем деді ме, соны жасап береді. Ол кісінің алдынан өтіп, біз келдік, Астанаға келді, мәз ағай. Сөйтсек пьесаға баршаңа сәттілік деп жазыртып, қолын қойдыртып, алып келген ғой ағай деген. Сөйтіп видео жазып, міне балаларым риза болып жатыр, Дулат аға деп звондап жаңағындай бізге оқып берді. Енді біз шыны керек жаңа толықтырып өтейін. Біздің ең бір қатты қорыққанымыз Дулат ағаның күйеулігінен қорықтық. Неге? Ол кісінің бала шағасы айтты. Гауһартас басталғалы осы шығарманы қойылады дегелі әкеміз ұйқысынан айырылды деді. 6 ай бойы бізбен бірге толғады. 6 ай бойы күні түні дейді. Ол кісі тағы бір несін айтайын, жаңағындай өте бала шағасы айтты, өте қатты уайымдады деді. Гауһартас қалай болады? Ағайға звондайды, жаңа бала шағасы звондайды, ағайдың өзі звондап түсіндіріп отырады, жақсы болып жатыр, балалар, сіз уайымдамаңыз, сіз келесіз. Бізде 16 ақпан күні алғашқы тұсаукесері болды. Дулат ағаны 17 ақпанда шақырдық. Оған дейін репетицияға қатысқан жоқ? Жоқ, қатыспады. Біз 16 ақпан күні бірінші тұсаукесерімізді өткізіп алдық, бірақ жүк тұр. Өйткені ертең автор келеді. Бізді қорқып тастаған басқа театрдың актерлері бар, басқа режиссерлер, ол кісі тұрып кетіп қалады. Қатты айтыңдар. Не деп жатыр деп. Басыл қайда, соның бәріне соғамыз ғой біз. Неше түрлі жаңағындай нелер бар дейді. Енді аңыздар естідік ол кісі туралы. Тұрып кетіп қалған, сосын бұдан кейін қоймаңдар деген спектакльдерді естідік деді. Шетелдіктер сол нәрсе бізді қатты былай напрягать етті, біз қысып тастап. Бірақ енді сол күні бәрі жіберуге тырыстық енді. Келеді. Бірінші қатарда отырды ма сосын? Бірінші қатарда отырды. Былай қарап. Мен сол кісіге қарап былай отырды. Жаңағындай біз бір әке бір анадан екі ұлмыз. Осылай. Осы күйінде қозғалмады. Сосын жымиды ғой. Бір жерінде, ойнап жүріп примерно қарап жүрдіңдер ма? Шеттегі. Өйткені свет сол кісіге түсіп тұрған сияқты. 250 адамның ішінде дәл сол кісіге ғана свет түсіп тұрған сияқты көзімізге көріне береді енді. Енді шыны керек кез. Бәрібір байқайсың ғой. Әрине. Сол кезде сол кісіге қалай болар екен? Сол кісі жалғастырып қоя беріңдер деп батасын күттік біз. Ары қарай жақсылап алып шығамыз. Енді кітаптағы әрбір сөз сосын соңында айтты, кітапты толық жаттапсыңдар ғой, соған рахмет деп.
бір сөзін өзгертпей алып шыққандарыңа мүлдем рахмет. қысқартпадыңдар, иә? Болды. Жаңағындай Дулат ағаның өзінің ұсынысы болды. Өзінің ұсынысы болды, осылай, осылай. Бір екі жерлерін қысқарту керек. Сол менің қалағандағы нәрсе емес. Сол кездегі жаңағы Иә. бір қызық нәрсе айтайын ба? саяси мәселеге байланысты қосылған сахналар. Иә. Сол үшін қоспасаңыздар, мен риза болар едім. Онда жақсы болды. Бір қызық жері, ол кісінің айтқан сөзі енді, оны басқа кісілер басқаша түсініп қалмасын. Мүмкін видеода бар шығар. Құдаша әні мен ұнатпайтын әндерімнің бірі еді. Неге қосып жатыр осын деп қатты ойланған ғой. Біз премьераға жақындағанда Гауһартас қатты тарап кетті. Жақындағанда? Премьераға премьера шықпай тұрып, спектакль шықпай тұрып, TikTokта Құдаша әні дайындық кезінде тарап кетті. Дайындығы. Балалар И ағай келіп тұр, маған ссылка келіп, мынау не сұмдық, 2 миллион просмотр болып кетті ғой дейді. И бұл қай театр, қандай театр, Астана, МТУ дегенде музыкалық жас көріп, әлі сұхбат беріп жатырмыз. Таңшолпанға бардық. Сендер деген мықты реклама болған екен ғой? Таңшолпанға бардық. Жоқ, рекламаны былай тұрсын ғой. Сол рекламаға сай көрсете аламыз ба? Соған сай біз рекламаны ұрып жатырмыз, ол жағынан әңгіме жоқ. Жарнама мықты болды. Жарнама өте мықты. Бірақ ағай қойым деді, балалар, бүкіл жерге сұхбатын беріп қойдық, спектакль қалай болар еді? Шай ішіп жатырмыз, ағай да уайым. Ағай уайымдағаннан кейін біз де уайымдаймыз. И сосын немерелері көрсеткен ғой. Гауһартас спектаклінің өзінде жаңа ата деп, жаңа Дулат ағаға. Кешке бітті спектакль. Мен өзімнің ұнатпайтын әніме бұл сай келмейді. Қалай Құдашаны Гауһартасқа қостыңдар? Бірақ осындай қылып көрсетіп, осылай қылып сипаттап, қыздардың жігіттерге жақындамай бір-біріне билеп, алыстан сезімдерін көрсеткені маған ұнады. Бәрін тәтті көрсеткендеріңе рахмет деп. Ол кісінің енді біз өзіміз спектаклімізді мақтағанымыз емес, сол кісінің батасын айтқан эмоциясымен бөлісіп отырмыз автордың. Содан кейін ол кісінің ақ батасын алғаннан кейін ары қарай кеттік. Содан кейін қалай 162 рет түсінбей қалдық. Ол кісі бірнеше рет келіп қарады. 5-6 рет көрді. 5-6 рет келіп қарады. Алматыда билет болмай қалды. Ал ол кісі бүкіл жазушы ақындарды шақырған 60-70-ге жуық. Ол кісі үшін тағы арнайы сеанс аштық. Бірінші, екінші қатарда ол кісілер отырды, қалған билеттерді сатып. Сондай бір театр, біздің бір театрымыздың деңгейін көтеріп, театрымыздың қазір толық құжаты болып тұр, шыны керек. Енді түсіндім, мен кейбір сұрақтарыма жауап алдым. Өйткені қазіргі таңда енді көптеген шығармаларды инсценировка жасауға құмар ғой. Барлық театрлар болсын, режиссерлар болсын, инсценировка жасап, кішкене заманауи қылып, сөздерді қысқартамыз. Қазір біз көптеген спектакльдерде қазір сөз аз, қимыл көп, ән көп деген сияқты. Ал кеше Гауһартаста шынымен сөз кәдімгідей асықпай барлығын айтып шыққансыңдар. Енді ол бәрі жарасып тұр қойылымның өзіне. Яғни бұл бір жағынан сол кісінің де талабы. Өйткені бізде естігенбіз. Жаргондарын өзгертпесінші деген талап болды жаңағы. Бізде естігенбіз, қатты қысқартып инсценировка жасаған кезде ол Дулат ағаға ол мүлдем ұнамайды деген сияқты. Жақсы, Гауһартас жайлы енді басқа сұрақ жоқ деп ойлаймын. Бұл тақырыпты жабайық. Ғұмыры ұзақ болсын деген. Қазір қанша состав бар бұл спектакльде? Үшеу бар, Қайыркен 4-еу болады еді, бір әскерге кеткен актерлер бар бізде. Ауысып ойнайсыздар, әрдайым. Ауысып ойнайсыз. Басында ойнап жүрдік, екі состав болды. 5 рет па составсыз өзіміз ойнадық. Одан кейін екінші құрамша бастап. Біз бар ғой, Қыз жібек біз ойлайтынбыз, тоже часто қойылады деп, 2018-де қойылды да. Мен әрдайым бізде Бағдәулет ханымнан сұраймын, Бағдәулет ханым бүгін неше рет ойнайық деп жатырмыз, ол кісі айтады, 45-ші рет, 45 рет Қыз жібек ойнап жатырмыз. Кеше 162 дегенде. Нормально. Біз вообще онда оказывается нормально екен деп. Дұрыс, ғұмыр ұзақ болсын, әлі көретін көрермен көп. Шынымен де Астананы әлі мен ойлаймын, жартысында қамтып үлгерген жоқсыздар. Шынымен зал кішкентай ғой. Гастроль көп болсын бұл қойылымның, ары қарай жандана берсін деп тілеймін. Ең бастысы автоматизмға кетпей, одан сайын түрлене берсін. Жалпы енді театрға келетін болсақ, бұл театрдың открывателі деп айтсам болады. Біздің Әділ Ахметов, Дәурен Серғазиндар бұл театрда Оразалы, Асылхан, мен қателеспесем, сендердің курстарың. Жалпы театрдың үлкені болған қалай, театрдың системасы қандай,
сол жайлы бір-екі ауыз айта кетсеңдер. Содан кейін театрдың жалпы дайындығы қалай өтеді, күн тәртібі, МТУ жайлы білгіміз келеді. Ішіндегі кухняны дейікші. Енді театрдың үлкені болған бір жағынан жауапкершілік қой. Себебі енді артыңнан еріп келе жатқан іні бауырларың, қарындастарың үлкендерге қарап бой түзейді. Сол жағынан енді біз өзіміз кейде ойлаймыз, біз дұрыс жолға салып жатырмыз бе екен, дұрыс өнерімізді, немізді дұрыс көрсетіп жатырмыз бе екен деп те ойланасың. Енді біздің енді театр көбіне енді жастардан құралған. Сондықтан да бір-бірімен тіл табысуы, бір-бірінен қарым-қатынасы бәрі еркін, ашық, білмейді. Мысалы, біздің де жас буыннан үйренетініміз өте көп. Бір-бірімізбен жаңағыдай үйреніп, өнерімізбен алмасып, білмейтін жерімізді сұрап. Сондықтан тек үйрене білу керек, сосын жұмыс жасай білу керек. Жас буын, кіші буын демей, білмейтін нәрсеңді ұялмай сұрайтындай. Енді жас театр болғандықтан бізде сондай қарым-қатынас. Бізде әр школаның студенттері бар ғой енді. Бізде қазіргі таңда ағайымызға келетін болса, ағайдың 4 поколение жұмыс жасап жатыр. Ең алғынғы шәкірттері Оразалы бастаған бәріміз, Саламат, Аян, Қазбек, Алтынбек, барлығы жігіттер мен қыздар бізде бәрі театрда. Бірақ шығармашылық жағынан да жұмыс істеп жатыр, администраторлық жұмыстар бар, ұйымдастыру жұмыстар барлығы бөліп алған. Мысалы, Расул бізде международный отделда жұмыс жасайды, халықаралық, біздің завтруппа, Алтынбек, бәрі группаластар. Одан кейінгі бұл жағынан бізге қатты ұқсайсыңдар. Сондай солай қалыптасып кетеді екен. Басында біз білмедік қалай болар екен, не болар екен. Сосын басқа да ұстаздарымыздан тәлім алған шәкірттері бар. Бар, негізі? Бар, көп, бар. Бірнеше студенттер бар. Студенттер бар, ағайдың қазіргі 4-ші курсы. Енді олар осы біздің театрда ойнап жүрген спектакльдермен өздері диплом қорғайды, жаңағындай. Олардың арнайы өздері состав болып ойнап. Олар практикада, Практикада енді жаңағы бізде де енді басында сіздерде солай бастаған шығарсыздар, бізді өзіміз осветитель бәрі жұмысын солай бөліп алдық қой енді. Ал енді жаңағы Оразалының сөзінің жаны бар, бұл үлкен жауапкершілік. Біз енді театрымыздың қазір үлкеніміз деп жүрдік. Енді ең үлкен буын бізде 30-да болып тұрдық. Қалғандар 18-19-да. Қазір Асхат Мұса деген ағамыз театрға келді, 37-ге таяды, кеше туған күні болып. Жақсы болды, сол кісі болып тұр қазіргі театрымыздың ақсақалы. Еркелеп жүрсің. Асхат ағай жүрген жерінде всегда әзілдеп айтады. Әзілдеп айтатыны бар. Ана театрлардың ақсақалдар жиналатын болса, Асанәлі Әшімовтер мен осы Асылхандар, Оразалдар бар. Бүкіл дастарханда айтады. Мысалы, жақында ақсақалдар деп құрылтай болайын деп отыр екен дейді. Қонақ келеді, ағай бәрін енді не айтады, құрылтай болады дейді. Қонақтар қандай құрылтай? Ақсақалдар жиналайын деп отыр екен. Так дейді. Ана Әуезов театрынан Асанәлі Әшімов, Сәбит Оразбаев ағаларымыз келіп бастайды екен. Мүсіреповтен Сағызбай ағаларымыз бар, барлығы келеді. Жастар театрынан Әділ Ахметов, Жандәулет, Дәурен Серғазин ағалары келеді екен. Біздің театрдан сол Аян бастаған, Оразалы бастаған жігіттер бар енді деп жатыр дейді. Енді сұрау мүмкін біздің театрдың ақсақалдары қайда? Міне бар осы деп ағай. Шын ғой енді, шындық сол ғой. Солай, енді өте жақсы, ең бастысы сондай бір ауызбіршілік жоғалмаса екен, театрға бір кір келмесе екен, осы бір таза күйінде қалса екен деген сияқты. Жаңағы олардың мысалы бізде басқа Қайыркен бар, екінші буын шәкірттер, үшінші буын шәкіртінен де Қайыркендер бар. Кейде соларға қарап отырамын да, маған осы жетіспейді екен ғой, маған осы жетіспейді екен ғой деп отырасың. Кейде сырттан қараған күшті. Біз енді 162-162-де ойнамасақ та, бірақ 162-дер точно көрдік енді. Қарап отырасың ғой, енді кезекші боласың кейде бүйтіп қарап, бұлар сахнада жүр. Осындай міне, осылардың юность керек екен, осылардың тазалық керек. Олар күшті сахнаға шықты, болды. Ойнаудың қажеті жоқ, қана жастығымен алып тұрады. Бізде қатты қар емес, кәрімізсіз ғой. Бірақ соларға қарап көп үйренеміз да, шыны керек. Бір-біріңнен, бір-бірінен үйренесің. Жасыратын ештеңе жоқ, кейде бүйтіп мысалы ойыңды сұрайсың деген сияқты. Солай қарым-қатынастар. Барлығы жас болғандықтан театрда мысалы қанша актер қазір? 70-ге жуық бар, 70-ге жуық бар. Труппада, актер, бізде 45. 70 жас актерлар.
бір дейсіңдер, енді бір қарағанда бәрін жас. Бәріміз жаспыз. Бәрін жас. 70 жас актер ат сияқты шабуға болады да сендердің театрларыңа. Имеется в виду, мысалға бір спектакль алынды дейікші, роль берген кезде мен ойлаймын өте қиын. Өйткені мысалға бір рөлге мына жақта 20 қыз тұрады ғой. Бір жігіттің рөліне мына жақта 40 жігіт тұрады. Мысалға бізде қарап тұрсаңыздар, бәрібір біз жас неге алып қарағанда Оски болады да, қалай айтсам болады? Талас емес жаңағы рөл бөліп берген кезде, мысалға Қыз жібекке бізге 5-6 қыз ғана түсе алады. Жас шамасына байланысты да, мамасына там 5-6 қыз түсе алады, әкесіне 2 адам түсе алады. Ал сендерде сол жағынан қиындық тумай ма? Бір жағынан бәсеке болады ғой. Бәсеке. Бәсеке жаңағы өсиет, шығармашылық бәсеке. Жақсы, онда мынандай сұрақ. Қойылым алынған кезде Асхат аға, ол көбінесе режиссер, енді мен Асхат аға жайлы айтайын, басқа балалардың өкінішке орай жұмысын көрген жоқпын. Ол кісі қалай бөледі, мысалға бір составқа қанша адамнан бөлінеді сендерде? Жаңағыдай ғой, мәселен Гаухартаста 3 құрам болса, 3 құрам болады көбінесе бізде. Өзі 3 құрамды таңдап алады. Яғни өзі біледі барлық шәкірттерін, кім келіп тұр деген сияқты, онда таңдап. 4 варианттан алып келеді, мысалы, 4 не деді, сосын жаңа кастинг дейді, солай өткізеді, сосын жаңа кейбір балалар ағай мен де көрейін деп едім дейді, оларға ешқандай не жоқ, жаттап келіп олар десе, кейде олар алға шығып кетеді, кейде болады жаңағыда ойламаған балалар процесс кезінде көрініп қалады. Негізі бәріне рөл беруге тырысады. Бәріне рөл. Қазір енді 70 актерді қамту оңай емес шығар. Әрине. Кейде бір реніш туып, жастар жағынан, неге мен рөл ойнамаймын, мен осылай жүре беремін. Олардың бәрінде рөл бар. Енді ол жерде бәрінде рөл бар. Енді әркім өзі көрсету керек ол жерде. Ағай бәріне мүмкіндік береді. Жігіттер, қыздар мына жерде аты жазылғанда, атым жоқ деп босамаңдар. Кейде не болады жаңағы, өзінің талпынысымен келіп көрсетеді, процесс кезінде барлығына мүмкіндік береді. Кім процесс кезінде жақсы жұмыс жасап, еңбектенеді, соны алға қарай шығарады. Ал еңбектенбеген адам өзі қалады. Жерде бөлу жоқ. Біздің театрда мысалы бір актер немесе актрисада көп рөлі болмаса да, барлығында бір-бір рөлден бар деп ойлаймын. Себебі жаңағыдай айта кеткендей, Асхат ағайымыз барлығын қамтуға тырысады. Әрине, әрқайсысында бірнеше рөлден емес шығар, бірақ әрқайсысына рөл беруге тырысады. Мүмкіндік беріледі. Мүмкіндік беріледі. Мүмкіндік беріледі, ол жаңағы өзің де білесің ғой, актрисаға да, актерға да байланысты. Әрқашан формада болып, вокалдық тұрғыдан да барлығынан өзі талпыныс болу керек деген сияқты. Жақсы түсінікті. Система жайлы айтқыңыз келді. Театрда система бар ма деген сияқты. Біздің театрда система бар, балаларда күнде тренировка бізде балаларда. Сол жағынан система бар. Біздің балалар әйтеуір спортивный жігіттер бәрі өзі. Бағана система деп сұрақ қойғанда сол түсінбей қалмасын дегенбіз ғой көрермендер, жаңағы қандай система деген сияқты. Біздің система, спортивный система жаңағындай балалар тренировкасын жасайды, 5 тренировка жасайды, өзіміз қадағалаймыз, өзіміз түссек олар да түседі. Тренировка жасамаған балалар теннисін ойнайды деген сияқты, бірақ спортивный жағына өте қатты мән береміз балалардың спортивный деңгейіне. Өйткені қазір андай ғой, қазір енді көбісі бойдақтар, қазір үйленіп кетсе бірден семіріп кетуі мүмкін деген сияқты, сол жағына қатты қадағалап. Кейде бар бізде 2-3 бала бар жаңағы, оларға жаңағы талпыныс ретінде айтамыз, бір айда 10 килограмм тастасаң, осындай нәрсеңді алып береміз деген сияқты. Ондай жетіп, мысалы Тикода Талғатта болған, бір айтам, осындай өзінің бір өтініші болды. Егер мен етсем, осыны істейсіз ба деп істеймін дедім. Бірақ не екенін айтпай ақ қойын. Бірақ 10 килограмм тастады бір айда. Сондай балалар, басқалар сөйтіп соған қарап талпынады, сөйтіп жүреді. Күшті, жақсы. Асхат аға, жалпы адам ретінде барлығымыз білеміз, өте керемет адам. Режиссер ретінде қалай? Режиссер ретінде талапшыл ма, қатал ма, әлде жалпы жұмыс жасау тәсілі? Режиссер ретінде ағайдың бір ұнайтын нәрсесі, актерді рамкаға салмайды. Осылай болу керек, сен осылай ойнауың керек, ондай нәрсені мүлдем айтпаған. Себебі ағайдың өзінің бір жақсы сөзі бар. Актер өзінің рөлінің авторына айналу керек дейді. Еркіндік, өзіңнен туу керек, өзің егер сен осыны алып келсең, ол наоборот керісінше соны қолдайды. Өзіңнен туу керек. Сондықтан ағаймен жұмыс жасаған қызық, жасағың келе береді, актерға бар еркіндікті береді. Ал тәртіп жағынан
енді ол керек кезінде енді мінезі көрсетеді ғой енді барлық адам. Бір ағайдың бір жақсы жаңағындай дайындық біткеннен кейін кабинетіне алып кетеді, дастархан жайып шай ішіп отырып, сол жерде шай ішіп отырып өзі ойын айтып, ана келтіріп жібереді, бір пример келтіріп, сосын балам келіп кетші деп кабинетіне шақырып алады. Келіп кетші дейді, сосын өзі жұмысын сөйтті, мынаны қарай тұршы деп бір видео көрсетіп қалуы мүмкін. Сосын көрдің ба дейді, не түйдің, жаңағы осындай не деген сияқты өзі бір. Балалар андай нетеді, жаңағы баяғыдай осындай еститінбіз. Кинода жүргенде, мен Россияға барып жұмыс істеп келдім, Америкаға барып жұмыс істеп келдім, режиссер алып кетіп кофе берді ғой деп. Баяғы сол бізге таңғалыс болатын, 10 жыл бұрын режиссер алып кетіп мен кофеге апарды, маған әңгіме айтты деп ше. Соған таңғалатын еді, оказывается ондай бізде де бар екен ғой, біз оказывается жүрміз оған. Бізде сол жағынан енді нетеді, ал бірақ керек кезінде жұмыс процесс кезінде енді босатпауға тырысады, сығып алады. Әрине ол керек нәрсе. Тем более 70 актерді басқарып тұру деген. Жалпы Асхат ағайдың мен настойчивый деймін ба, қалай айтады, риза боламын да, бір нәрсені қолына алса міндетті түрде жетеді. Ол үлгі ғой, үлкен үлгі. Кейде енді мен өзім жеке басым ойлаймын, біздің ағайымызға кішкене бір жетіспейтін қасиет, біз Нұрғанат ағамыз білесіздер ғой, өте сабырлы адам ғой, өте сабырлы. Қолында болып тұрса да, ол жаңағы театр үшін көп сұрамауы мүмкін, енді әңгіменің ашығы да, неге бүйтпейді екен, сабырлы, ол керек емес, бір нәрсе керек па балаларға? Жоқ, біз мына жақта негіз керек еді деп тұрасың да. Бірақ ағайымыздың мінезі сондай да, тұйықтау. Ал Асхат аға ол жағынан сендерге енді шынымен де повезло. Ол кісі біздің де ағайымыздың балаларына жаны ашиды, бірақ ол тек жұмыспен. Мен ағайды айтамын ғой. Ағай деген, сендердің қазір сөзің аузында, әр шәкіртінің роддомнан шығып алуына, әр шәкірт құдалығына барады, әйелін алып береді, сырғасын салады. Мен айтып, мына кісінің энергиясы, уақытты осынша шәкірттеріне бөліп жатқан ол. Енді бір жағынан жас қой. Біздің ағайымыз бәріне үлгереді. Бәріне үлгереді. Бір күні мынандай болды, ағай бәрін туған күнімен салады ғой. Кім қашан туған күні. Ол біздің театрда істемейтін адам болсын, туған күнімен салып отырады. Бір күні дайындықтан шығып, астынан 3-ші этажда ғой кабинет, 3-ші этажға көтеріп барса бір сторис салып қойыпты. Сөйтсек біздегі бір ерлі-зайыптылардың несін әке-шешесі сол құда ғой енді. Ағай енді бәріне құда. Сол құданың туған күнімен салып келе жатыр. Ағай сіз мынаны туған күні, мына кісінің туған күні жаңа ғана дайындықтан шығып 3-ші этажға кетсе кабинетіне кіріп кетті де салып жіберді. Бір қарасам 15 секунд бұрын ағай салған. Бір атын айтпай ақ қойса, құда туған күніңіз құтты болсын, балаларыңыз не болсын деп. Енді ол кісі ағайдың туған құдасы емес енді. Шәкірттің оғлы. Негізі ана құдалардың өздері салу керек та негізі. Соны салғанда, ол құданың құдасының бірдеңесі да, ағай соның бәрін салып жүр ғой. Еще звондайды ғой. Туған күні құттықтап, енді ол жағынан енді шыны керек ағайдың жүрегі кең адам. Көңілі ғой, көңілі. Уникальный адам бір енді ол жағынан өте мықты. Ананы құттықтадыңдар ма, бүгін ағаларың, кім ағаларың туған күні ғой. Көңіл бөлуге тырысады. Нетіндер, замандастарың ғой, звондадыңдар ма, салдыңдар ма, бүйтіндерді бәрін ойлап жүреді енді. Оның арасында жаңағы дайындығы бар, оның арасында директорлық жұмысы бар, оның алдында акиматта жиналысы бар, шәкірттер бар, не бар. Бірақ қанша шаруасы көп болса да мен шаруам көп, сендер мына бір жұмысты қатыра алмайсыңдар десе айтқан емес жаңағыдай. Міндетсінбей өзінің шаруасын істеп, өзін атқарады, жұмысқа келді ме, жұмысын қарап и ойлайсың кейде. Бір сәт бір Асхат Маемиров болып көру керек еді осы. Бір күн ішін кіріп, түсіну үшін дейміз, ағай сізді қалай ойланасыз? Сіз ұйықтағанда да ойланып ұйықтайсыз ба деп шандай бір. Өйткені бір процесс кезінде таң атпай тұрып алады да, қайдасыздар деп 8:40-да жазады, жаңа әлі 20 минут бар 9-ға дейін шын. Сонда ойлайсың, мә деп. Ол спектакль қарап жүреді. Спектакль қарап жүріп, келеді спектакльдің артында отырып, общий чатқа жазып отырады, ана сетте, ана жер бүйтпеңдер, ана жерде бүйтіңдер, сөйтіңдер. Чатта бірге отырасыңдар ағай. Бөлек чатта бар, ағай бар чатта бар, ағай жоқ чатта бар. И ол чатқа жазып жібереді жаңағы, бірақ оның кезінде жаңағы көпшілік сахнада ойнайтын актерлер бар еді, ағай былай жазып отыр, тез ана светті жөндеп келіңдер. Үлгеріп отырады, бірақ ана жақта қонақтар бар, шайын беріп келді, жақсы кәмен 5 минуттан келеді, қарсы сахнада отырады. Ағай шығып кеткен бүйтпе. Қарайсың, ол уақытта жаңағы екі ортаға сахнадан кабинетке барғанша біреу туған күнімен құттықтап салып жібереді жаңағы. Жинап посттарды түнде салады енді. Түнде жұмыстан кейін үйге барғанда өзің ішіп болғаннан кейін ұйықтайтын кезде бір-екілерді пост салып жібереді.
аман болсын енді ағайымыз, Аллаға шүкір. Сол кісінің сондай бір еңбекқорлығы, алғырлығы, әйтпесе бұл театр, біздің театр ашылатын бет. Басқа ғимарат болайын деп тұр, сөйтіп шәкірттердің басын қосып, ағайымыздың жанында болайық деп 2020 жыл театрға жарлық шыққанда қасынан табылып, кастинг өткізіп осындай үлкен театр. Енді ағай еңбек етіп, шыны керек 4 жылдың ішінде осы жақында 27 қаңтар күні басты рөлде Оразалы мен Инабат болды. Оперетте қойып, біздің 20-ші тұсаукесеріміз болды. Театрда қазір бізде репертуарда 20 спектакль. Енді оның ішінде ағайдың бір 5-6 шығармасы болса, қалғаны Расулдікі, Данияр бар, бізде Микамның 2 шығармасы бар, Ерназардың 3-4 жол, Аман бар. Сондай ағай өзінің шәкіртті өзінің ішінен біздің театрдан тоже режиссер шығарғысы келіп жүр. Оларға айтып жатыр, актерлік қызметтен бөлек мына театралдық жағынан нелер болып жатса, практикаға барыңдар деп бізде болды сондай. Қазір сырттан да келді бізге. Сондай шыны керек, ағай көп эксперименттерге бітіп рисковать етіп көріп жатыр. Ананы көрейік, мынаны көрейік деп. Оперетті де қойылды, осы тұсаукесеріміз болды. Сөйтіп 4 жылдың ішінде осылай 20 спектакль. Тамаша, керемет. Осындай қарқынмен жүре берсеңіздер, шынымен үлкен жетістіктерге жететіндеріңізге сөзсіз сенеміз. Осы жақында болған Умай премиясында да жылдың ең үздік музыкалық қойылымы атағын алдыңыздар. Инабат жыл актрисасы болды. Енді бәріміз өте қуанып жатырмыз. Инабатты өзім де құттықтап жатырмын. Шынымен де жыл бойы тынбай еңбек еткен адамның солай еңбегі бағаланып тұрғаны ол актерлар үшін ең алдымен шабыт. Әрине. Жалпы 2020-да ашылдық деп жатырсыңдар ғой. Осы Тюз болған дейін Астана мюзикл болды, Енді оның әңгімесі бір бөлек. Бірақ сол кездері бір Астана мюзикл қалай айтсам болады, бір театральный мерға келетті кетіп қалады, проект болып келеді. Сендерге барып Ромео Джульеттаны көрдік. Ол сосын кішігірім уақыт қана, сосын жоқ болып кетті. Нотр-Дам болды. Кішігірім уақыт жиналған әртістер жоқ болып кетті. Қызжібек, қазір Қызжібек бар ғой репертуарда? Бар, Қызжібек бар. Сол кездер жайлы бір айтып өтсеңдер, жалпы ол кезеңнен қалай өттіңдер? Оңай кезеңдер болмаған сияқты, меніңше әртіс ретінде. Енді Астана мюзикл театры біздің... Ол кезде асылған жоқсыз? Мен жоқпын. Біздің жүрегімізден орын алатын театрлардың бірі. Себебі біз сол театрда қабырғасын қаладық, сол театрдың. Енді сөздің шыны керек, мюзикл қою үшін көп қаражат керек. Сосын бір жағынан шетелдің мюзиклдары лицензиясын алып сөйтіп қойылады. Өздерінің правилалары. Сондықтан ол кезде сондай жақсы проекттар болды. Қызжібек қойылды, Ертөстік, Ромео Джульетта, Нотр-Дам. Мюзикл әлеміне саяхат. Мюзикл әлеміне саяхат, Достар серті ең алғаш ашылды Ислам ағайымыздың спектаклімен қойылған. бір жағынан неге спектакльдер жаңағыдай көп қойылмады, себебі қазақ концерттің жанынан ашылғаннан кейін, театрдың өзінің бөлек ғимараты болмағаннан кейін, ол жерде енді көбінесе білесіздер концерттері болады. Сол жағынан енді театрға қиындау болды. Себебі спектакльдер көп қойыла бермейді, мысалы бір айда 4 рет, 5 рет деген сияқты. Оңай емес. Актерға өз алдына бөлек, мен ойлаймын, ғимарат керек. Себебі солай қойылу үшін, театр болып кәдімгідей қайнап пісіп жату үшін кедергі болмау керек. Сол жағынан қиындықтар болды. Енді ол театрдың да қазір жақсы спектакльдер бар. Қазір сол кезде айтқан ғой, түсінбей қалып жүрмесін, актерлері де ренжіп. Жоқ, қазір уже өте полноценный театр. Сол кездердегі бір процесстерді айтам да. Сосын барып, ол кездерде сол бір кейбір жағдайларға шыдамай біраз артистер кетіп қалды, өздерінің группаластарының, әріптестеріне, көп жағдайда кетіп қалып жүрді, қайтып келіп жүрді. Бірақ сендер не ұстап қалды сендерді? Асхат ағаймен прям осы күнге дейін бірге келе жатырсыңдар. Енді біз ол кезде магистратура оқыдық. Алматыда, Жүгеневте. Инабат магистратура бітірді, мен бітірдім.
сол уақытта сол магистратура бітіруімізге байланысты сол мен жұмыстан өз еркіме кеттім. Магистратура бітіре Сен ол кезде Содан кейін магистратураны бітіргеннен кейін бағымызға орай осы МТУ театры ашылатын болып, сол себепті ағайымыздың қасында болып қайтып келдік. Енді бұл жалпы өмірде Оразалы мен Инабат ерлі-зайыпты, бәрі білетін шығар, білмейтіндер болса, сол Қыз жібек спектаклінен басталды ма жалпы махаббат хикаясы деп бірден бұрылып кетейік енді. Екеуің Қыз жібек төлегеннен кейін басталды. Сосын қазіргі таңда біздің қызымыз бар, Жібек деп қойды, есімі де Жібек деп қойған кішкентай қызымыз бар. Сол қойылымның несіне ма әлде қалай? Иә, сол қойылымға байланысты. Ол кезде сен кіммен жүрдің ғой? Айтсаңшы бағанағы әңгімелерді, өзіңнің алғашқы махаббатыңды айт. Мен енді толық айтып кетейін. Енді шындықты айт. Инабат менен 2 курс төменде, 3 курс төмен оқыды. Бізден төмен оқыды. Сол кезде біз вокал мұғалімде, бір мұғалімде болдық. Дәлел ағайымызда болдық. Сонда отырған кезде Инабат ақмаңдайлымды айтатын. Сол мен даусына ғашық болып кетіп, өзіне де кетіп. Бір нәрсе айтайын десе мен өзім ұяң болдым да, ұялшақ. Инабат қарасың. Домбырасын ұстап жүре. Қызға бір сәлем деп айтудың өзіне ұялып, кәдімгідей бір сондай ұялшақ болдым. Сөйтіп жүрген кезде біз оқу бітірдік. Мен бұлай сырттай қарап, не істеп жүрдім, бірақ ешнәрсе айта алмадым. Оқу бітірген. Оразқа сөзің аузында ешнәрсе айта алмадым. Мен алдында Таңшолпан былай айтты ғой. Ораз дайындық қалып кетеді деді ма? Жоқ, енді жоқ, әлі келген жоқ. Келе жатырмын. Келе жатырмын. Қашып кете береді дейді, Ораз алған дайындығына барам деп. Содан ағаның, аға, ол кезде аға, бәрі сол ағадан басталады. Аға деп жетті қазір енді. Ағалатып отыр ғой десең. Содан не керек? Астана мюзикл театры ашылды, біз сонда келдік. Сол бір жарты жылдан кейін бекен Инабат өзінің курстастарымен осы Астана 3-ші курсындары. Асхат ағай кастинг жасады, содан 6-ауымыз өтіп келдік. Келді. Сонда ол келмесе, Асхат ағайға рахметімді айтамын. Сонда енді кішкене торымызда болғанбыз ғой енді. Шынымен ғой көбісін бізде Асхат ағай қосып берді ғой. Өйткені бізде содан не керек? Басталды. Жайлап, ақырындап көз салдық. Содан әлі әңгіме айта алмай жүрмін ғой. Мені алдыма келіп беріп тұр енді. Әлі әңгіме айта алмай жүрмін. Жүрін жақындаймын, дайындаламыз. Содан Қыз жібек басталды. 8 айдан кейін Қыз жібек басталды. Қыз жібектің жаңа процесі басталды. 8 ай. Жайлап, Қыз жібек арқылы содан сезімдерім жаңағы оянып, сол Қыз жібек түрткі болды себебі. Дайындалған кезде Инабатқа жазам, қалайық дайындалайық. Еще WhatsApp-пен жазбайды ғой. Сол кезде мен SMS жазып жүрмін ғой. Білмеймін, WhatsApp бар сол кезде. Содан басталды. Тайна, ешкім көріп қоймасын деп. Түн ортасында тек бір сөз ғана жазады. Жеттің бе дейді. Мен жеттім деймін. Болды, түк жазбайды. Сонда театрда жүріп, көріп тұрып, бүйтіп әңгіме айтпайын да, кешке жазып тұрмын ғой, сәлем, қалайсың? Еще оны біреу жазып беріп тұрған шығар. Алтынбек, Қазбек саламатта жаз деп. Содан басталды. Сөйтіп, жаңа процесс кезінде Құман ағамыз келетін марқұм. Сөйтіп, Асхат ағайға айтыпты. Оразалы деген, Төлегенді ойнап жүрген, ол Төлеген болып ғашық болып жүрген жоқ, Оразалы болып ғашық болып жүр. Сөйтіп айтқан екен. Менде де кинода Асхат аға бүйтіп қарады. Кинода Меруерт апайға менде сондай сезім болған, мен энергиясын сезіп тұрмын ана баланың. Мама! Мен ойлаймын, егер екеуі үйленетін болса, онда менің сөзімнің рас болғанын деп. Сосын бір айдан кейін ол кісі өмірден өтті. Білген жоқ па, білмей кетті ма сендердің қосылғандарыңды? Білмеді. Қосылғанымызды жоқ, білген жоқ. Бірақ Меруерт апамыз батасын. Иә, ол кісі білді. Жаңағыны толықтырып айта кетсем бола ма? Болады. Сенің қандай торымыз болғанды
қалжыңдаймын. 2000 жаңағы толықтырып кетсем, 2000 мен бірінші курс болғанда, сендер үшінші курс болып театрда жүрдіңдер ғой уже. Менде дәл сол сияқты болды. Бірінші курсқа түстім, кейін үшінші курстың басында Асхат ағай кастинг жасап, жаңағыдай бағыма орай Астана мюзикл театрының актриса болып кірдім. 8 айдан кейін Қыз жібек қойылымы болды. Менің алғашқы осы киелі сахнада, үлкен сахнада өнер көрсетуіме Асхат ағайымыз жаңа айтып кеткендей себепкер болды. Менің алғашқы киелі сахнаға шығуыма, ол кісіні мен өнердегі әкем деп есептеймін. Енді бұндай ағайдың жақсылықтарының барлығын осындай жерде айтпағанда қай жерде айтамыз, айтып кеткім келіп тұр. Шынымен де біз бірінші курс болғанда Оразалы солай үнемі вокалда маған қарап отыратын, бірақ үндемейтін. Сен сезесің? Иә. Мен сезбеймін, менің құрбым Таңшолпан сезетін. Сол маған үнемі айтатын, осы Оразалы ағай дейтін, 4-ші курстағы. Иә. Оразалы ағай саған басқаша қарайды. Мен айтатын, қойшы деп айтатын болды. Одан кейін Оразалы үнемі өте сабырлы ғой. Біздің группаның қыздары өздері көрсе де шындықты айтып отырмын. Үнемі көрген кезде ана болады ғой, 4-ші курс болса да жылтыңдап тұрады кейбіреулер. Мысалы, сәлеметсіз бе деп. Сәлеметсіз бе десем, сәлем, қалайсың деген сияқты. Оразалы үнемі домбырасымен жүреді. Біз сәлеметсіз бе десек, сәлеметсіңдер ме дейді, жолын береді. Біз қыздар бәрі айтады, осы ағай күшті, кәдімгі бізге ағай сияқты, шынымен де ағай сияқты деп. Сосын бұл кісілерде сондай подход қой десейші. Біржан Сара операсын қоймақшы болды дипломкаға. Сол кезде вторник сайын Каблуковаға барамыз ғой, общеобразовательный предметтер болады. Содан ертерек шығып Оразалының дауысын тыңдауға біздің группаның бүкіл қыздары Біржанды айтқан кезде соны тыңдау үшін асық біздің аудиторияда болатын себебі. Біржан Сараның дайындығы болатын. Сол кезде бәріміз ертерек барып келіп. Енді Оразалының дауысы шынымен керемет. Соны тыңдап отыратынбыз. Одан кейін Қыз жібектің процесс кезінде Таңшолпан жаңа құрбым жанындағы сол айтатын, Оразалы саған бірінші курста айтқам, ол кезде біз уже үшінші курспыз, саған басқаша қарайды әйді. Мен үнемі айтатын, мен Оразалыға дайындыққа шақырып жатыр, мен дайындыққа бар келейін деп. Енді театрда жұмыс жасағаннан кейін, бірге жұмыс жасағаннан кейін білмейміз ғой, болашақта не күтіп тұрғаннан кейін әртүрлі сөз еріп кетуі мүмкін, үлгі болуымыз керек деген сияқты. Біз 1-2 айда ешкімге айтпай ең жақын дос болып жүрдік. Біреу сендер не досыңдар деп айтса, біз айтатын, біз ең жақын доспыз деп айтатын. Сөйтіп басталып, сол Қыз жібек. Қазір Жібек деген қызымыз бар, оны үлкен атамыз қойды есімін. Бір айта кететін жайт, Қыз жібек сол кезде ең алғаш рет премьерасы Парижде болды. Супер. Қазақстанда біз білеміз турға барған, бірақ прям премьера. Асхат ағай сол театрды басқарып тұрған кезде Астана мюзиклда. Біз көптеген гастрольдерге шықтық. Евротур жасадық. Нағыз романтика болған екен. Сол Парижде еще біздің Қазбек Гүлданаға сөз салды, сондай болды. Мен ол кезде Алматыда театрда жұмыс істейтінбіз. Қазір театрда қанша отбасы бар? 14 отбасы. 14 отбасы. Ол жай отбасы. Мына жақта махаббат болып жүргендер де бар шығар. Бар ондай. Ол 14 отбасы андай не? Мысалы, мені қоспағанда, менің келіншегім мысалы театрда істемейді ғой. 14 отбасы театрда істеп. Барлығы актер актриса, сол бір театрдың керемет. Енді екеуіңнің жаңағы қарым-қатынастарың жайлы бір ғана сұрақ, соңғы сұрақ. Бір-біріңдегі қандай қасиетті бағалайсыңдар? Сабырлы. Бірден ба? Не болса да сабырлы ма? Қандай жағдай болса да? Ой, Алла, сондай сабырлығына нағыз ер азаматқа сай қабілеті бар, осындай қасиеті. Соған риза боламын. Және де рахметімді айтамын, себебі Оразалының сол сабырлығы Оразалының осындай сабырлығы болмағанда, менің талантымды бағаламағанда, мен сахнада бәлкім жүрмейтін едім. Қолдап, қазір барлығына түсіністікпен қарап отырады. Кейде түнгі 1-2-де барып үйге тамақ істейтін кездер болады. Соның барлығы үшін рахмет. Мен Инабаттың шынайылығын бағалаймын. Ұнайды маған шынайылығы. Сосын Инабат мысалы ренжісе тез ұмытады. Ренжісе көпке шай берамау. Кеткенше ашу. Менде келіншегім бар, мен келіншегім сабырдан бағалайды. Маған шыдап жүрген десесің. Жалпы өзіне, көзіне, бәріне ғашық. Ой, мына жерден жүректер кетсінші монтажға.
Керемет, иә. ораз Тек сері ғой, жақсылық сері. тілейміз. Иә. Красавчик Күшті ораз. отбасы болып жүре беріңдер. Амин. Енді мне кажется, Инабат вовремя родила. Қазір уже Карантин кезінде. Иә, соны айтамын. Қазір балаларың өсіп қалды, шүкір, иә. Жұмысты да тоқтатпауға. Тек жақсылық тілеймін отбасыларға. Рахмет. Ал енді Асылханға келсек мысалға. Асылхан, мен енді ол алғашқы махаббатым емес енді. Біздің кішкене басқаша, біздің жол басқа, біздің жүріс басқа дегендей. Асылханмен мен колледж кезінен, енді көбі білмес, менің старшагым. Ойлашы, 2009. ойлашы 15 жыл болып 15 жыл танимын Асылханды. Бір айтқым келіп тұрғаны, 15 2009-дан таныстық, менен бір курс жоғары оқыды. Бір айтқым келетіні және бір риза болатын, Асылхан өзгермейді ғой. 15 жыл бұрын қандай ашық, жарқын, колледжде барлығымызды осылай жинап алады. Күш кім жамал? Жинап алады, әңгімесі бітпейді осылай. Асылхан аналарына бәріміз тыңдап тұрамыз. Қалай осылай ашық жарқын болды, содан кейін киноға түсті ғой. Ол кезде Аян екеуі 1000 балаға түскеннен кейін. Енді бұлардан асқан звезда жоқ қой. Бұлардан ол кезде фильм олай дамып жатқан жоқ. 1000 бала деген ана жақта енді сұмдық, екеуі жұлдыз болды. Бірақ сонда да дым өзгерген жоқ. Әрдайым риза боламын. Өте қарапайым. Жүрген жерінде міндетті түрде жаңа Асхат аға сияқты көңіл бөліп, келіп, амандасып, қал жағдайын сұрап, сол үшін Асылханға риза боламын. Және білесің бе, Асылхан Ақтаршы. Кешегі сахнадағы Қайыркен такой чистый образ, да? Мен өмірде чисті ғой. Сол үшін беріп тұр ғой деп чисті. Жоқ, қалжыңсыз, сенің балалығың бар да әлі. Біз Наурыз екеуміз көрдік, айтамыз ғой, қарашы, Асылхан, действительно, оның балалығы кетпеген, и сондықтан у него получается все вот так легко. На самом деле, шынымен, адам балалығын жоғалтпау керек деп айтады. Ұялып қалды ғой. Асылхан, не болды? Жарайды, менің сұрағым Асылхан саған. Сен бір жылдары депутат болдың. Резкий переход болады бізде осындай. Сол жайлы айтып кетсең, жалпы мен ол кезде, қатты ол кезде сені көп көрмей қалған периодтар болды. Көре алмай жүрген шығарсың. Көре алмай, неге бұл депутат болып кетті деп, сөзіне қалжың. Не болды, неге депутат болып кеттің аяқ астынан? Иә, біз Назеркемен 15 жылдай таныспыз. Мен 2008 жылдан бастап былайша айтқанда киноға түсіп, былай өнер табалдырығын аттаған тоже 15 жыл болып қапты. Айтып отқаннан кейін Инабат бізден 2 курс төмен оқыды, 1 курс төмен оқыды дегенге ойыма келіп қалды, 15 жыл өтіп кетті ғой деп. Уақыт зымырап өтіп кетті. Мен киноға түстім, сосын 2015 жылы мен театрға кірдім. Мүсірепов атындағы театрға кірдім. Бірақ театрда істеп жүріп, мен параллельно ол кезде акиматта жұмыс жасап жүрдім. Өйткені андай кезең болды, басқа да жұмыстарды көрейікші, істеп көрейікші деп. Ұсыныс қайдан түсті саған? Ұсыныс сол 2015 жылы театрда істеп жүрдім. Бірақ театрда 0,5 ставкада жасап жүрдім да, Райымбек бабамыздың рөлін берді. Райымбек деген Мұрат Ахманов режиссер. Менің осы жалпы негізгі театрыма келуіме себепкер бір кісі бар. Ол кісіге көп рахмет айтқым келеді. Ол Сәбит Абдықалықов деген ағамыз. Сәбит ағамыз, мен оқуды 2015 жылы бітіретін болдық қой бәріміз. Сол кезде жаңағы Астанада жүрдік, шыны керек тентіреп жүрдік қой, өйткені өрт болды, жаңағы не болды, академияда бір не болды, нелер болмай, аудиториялар болмай. Астанаға неге келіп жүрдік, практикаға 1 жыл жүрдік, 1 ай жүрдік Астанада. Сөйтіп жүрдік. Сол кезде мен ойладым, қалай болады, мен бір кинода жүрем, басқа салада жұмыс істеп көрейін. Спортты жалғастырайын, өйткені мен кішкентай кезімнен бастап спортты жақсы көретін адаммын, бірақ өнерден никак алыстамаймын деп. Театр ойымда болған жоқ, театрды мен 2-ші планға қойып тұрдым. Неге? Кейін барам деген бір ой болды, бәрінде сондай болды, театрға кейін барам, анау болады. Бірақ оқуды бітірмес бұрын менің ойыма құлақ қағыс қылып Сәбит ағамыз келіп айтты, не істейсің театрдан бармын басқа жерге? Театрға кір, ол кезде ол кісі директоры болды, кір театрға 0,5 ставкада жұмыс жаса, сосын ары қарай басқа да шаруаларын істеп жүре бер деп. Бірақ ойда жоқ, қарсы болған жоқ, кіріп кеттім жұмысқа. Жұмысқа кіріп кеттім, бірақ жұмысқа кіргеннен кейін шыны керек, мен театрға сол орналасқан кезде бір театрда қайғылы оқиға болып қалды. Бір қорқып қалдым. 2015 жылы ерлі зайыптылар жаңағындай мерт болып, сол кезде андай болып қалды. Дәл сол кезде бір апта болған еді. Еще бір үлкен планерканың үстіне түсіп қалдым.
қалай болады екен, не болады екен театр. И 3-ші этажға көтерілуге қорқып жүретінмін ше, бүйтіп андай бір. Сөйтіп, бірақ Сәбит ағамыз солай демеу болып, шыны керек театрға келуге себепкер болған кісі, мен ол кісі айтпауға болмайды. Ол кісінің бір сөзімен театрға келіп, міне қазір мысалы уақыт өтіп кетті уже. Былайша айтқанда театрдың былай жұмыс істеп жүрген 9 жылдай болады мысалы. Сол театрға бардым, ол кезде акиматтарда жұмыс істеп жүрдім. Сөйтіп бір күн жүріп, өзімді көрейінші деп, осылай келесі жылы 2016 жылда не болатын болды, жаңа сайлау болатын болды, бағым сынап көрейік деп, тұрғындар жаңағыдай дауыс берем екен, бермейм екен дегенсе бағым сынап көргенде бір андай бір ақылдасқан ағаларым да болды, шыны керек, ақылдасқан ағалары болды, қой деген кісілер де болды, бағын сынап көр деген де кісілер болды. Ата-анам о баста былай қатты қолдамады, шыны керек, қалай болар екен деп. Иә, жаспын деп. Бірақ енді мен шыны керек көп нәрсені маған Алла тағала жастық кезімнен беріп жатыр. Мен қалаған нәрсемді Алла тағала шүкір беріп жатыр. Қандай рөл қаладым берді, ананы қалайын берді. Спортта да орындалмаған армандарымды қазір орындап жатырмын деген сияқты. Сол кезде бұны да көруім керек дедім. Бұны да көруім керек, бір кезең болады деп. Бірақ көрдім, ортам екіге бөліне бастады. Қолдаған болды, қолдамаған болды. Сол бір депутаттық деңгей үшін араласқан адамдар да болды. Кеткеннен кейін араласпай кеткен, сол адамдар араласпай кеткендер де болды. Ол жаққа барғанда да қиыншылықтар өте көп болды, сындар болды. 3 жыл болдым. 2019 жылы бір күні бір қатты ой келді. Мен жалпы көрдім. Жас кезімде атақ даңқты алдым. Жас кезімде депутат болдым. Жас кезімде акиматта да істеп көрдім. 18 жасымда киноға да, базарда да жұмыс істедім. Істемеген жерім жоқ. Сосын жүрдім, ол кезде ойлы болып жүрдім, қалай болар екен, киноға да түсіп жатырмын, ұсыныстар келіп жатқан жоқ емес, келіп жатыр. Бірақ кейбір ұсыныстар маған жетпей орта жолдан айырылып қалып жатты. Ол депутат шығар, түспейді шығар деп. Ол енді депутат өзі бөлінеді ғой, сенат депутаты, мәжіліс депутаты, мәслихат депутаты. Ол кезде мәслихат депутатынан, қазірдің өзінде де мәслихат депутаттарына ешқандай шектеу жоқ. Ол кезде зарплата алмайсың, қоғамдық жұмыс. Өзінің тұрақты жұмысыңды істеп жүре бересің, бірақ жиналыстарға қатысасың, өзінің миссиялары бар, соны орындайсың. Сол жүрдім бір күн, қатты ойландым, былай ойландым. Барлығы жақсы Аллаға шүкір, бірақ іштей бір не бар, бір үрей бар да, мынау қалай болады, не болады. Бұны жалғастырып кетем ба, жалғастырып кетпеймін ба? Мықты. Кез келген жерге барсаң, сені құрметте сыйлайды. Кез келген жерде төрге шығарып жібереді. Үлкен кісілер, о, Асқан сайлау бол деп не деді. Бірақ кейде сол ұнап барататын секілді болады. Мансап. Сосын қойдесіне қой, мына бір қарапайымдылыққа айырылып қалмайық, нетпейік. Ең бірінші очередь өзім ағам бар. Исламбек деген ағама келіп айттым, аға осылай болып жатыр, қалай болады? Содан кейін Алматыға келіп, ол кезде Асхат ағайымыз ректор болды. Ағайдың кабинетіне кірдім. Ағай осылай болып жатыр. Мен кеткім келеді. Қалай ойлайсыз? Мен бір қайтадан шығармашылық, қайтадан үңіліп, театрға дұрыстап кіріп жұмыс істегім келеді. Сіз ойымды қалай қарайсыз дегенде, орнынан тұрып құшақтап алып, балам, қайта оралың мен деп, жаңағыдай дұрыс болды. Магистратураға түс деді маған. Сен магистратураға түстің. Ол бөлек әңгіме магистратураң. Сен магистратураға түсем деп, мен ағай шығармашылық жолды тысаған жоқпын ғой. Одан сайын күшейтіп жалғастырам. Магистратурамды оқып келеді деген, сол кезде ағай құшақтап керемет. Депутаттан бір-екі рет заявление жаздым, отказ берді, заявление жаздым, отказ берді. 3-ші рет заявление жазғаннан кейін мен қабылдап гүлімді беріп шығарып салды. Әкім бәрі жаңағы алғыс хатын алдым, несін алдым. Сөйтіп көрдім. Бұл кезеңде өтті. Көрдік. Сол кездегі қандай бір өзім осыған ризамын, осы жұмысты тындырдым деп не айта аласың 3 жылда? Енді біз депутат ретінде қол қойған мәселелердің ең бір есте қалатын тұстары, мен Наурызбай деген ауданда депутат болдым. Бізде қалада 8 аудан болатын. Сол Наурызбай 37 депутат болатын. Наурызбай деген аудан жаңа аудан. 2014 жылы құрылған. Оған көп ауыл шеттері, аймақтағылар қосылған болатын, соған қала болып. Сол кезде сол ауданнан сайланған жалғыз депутат болдым мен. Сол ауылға жаңағыдай көп жерлеріне, жаңағы мәселелеріне көп бюджет бөлгізу жағына атсалысып
сол жаңа ауданға көбірек бюджет бөлгізуіне атсалысып, көп жерлерге жарық орнату, су жүргізу, содан кейін көп бір қалаға 112 көшеге ат берілді. Сол аттар көп қазақи ат болды, жаңағыда қазақиландыру. Соның бір 102-сі Наурызбай ауданына ат болды. Ат берілді, соның ішіне көп қол қойғызып, оның ішінде Роза апамыздың аты бар, Қасым Жәкібаев атамыздың аты бар, Әзілхан Нұршайықов көшелері сол Наурызбай ауданына берілді. Сол кезде сол қол қойылып 117 көшеге, өйткені көшенің атауы болмаса, ол жерге не скорый шақырсаң да келмейді, не жарығы да берілмейді, не де берілмейді. Сондай атқарып кеткен жұмыстар. Атқарылып, бірлесе атқарған жұмыстар бірі болды. Енді сосын жаңағындай мәселелер көп қой, отбасыларға көмектесу деген сияқты енді оны тізбектеп айтудың қажеті жоқ. Жоқ, мен ойлаймын, айтылуы да керек сияқты, өйткені біз көп жағдайда енді білмеймін, халық сын айтуға дайын тұрады ғой. Ой, мынау жақсы болсын, жаман болсын. Ол бәрібір болады. Бірақ енді біліп жүргенде дұрыс. Бірақ шығыны көп болды. Маған қиналған, мен көп қиналған жер шығыннан көп қиналдым. Неге? Өйткені сенің алдыңа көбінесе жалғызбасты аналар келеді. Көп отбасылы жағдайлар келеді. Көмектеспейін десең көзіне қарап қалай көмектеспейсің мысалы. А мен бизнесмен емеспін, менде ондай ақша жоқ. Мен өзім кинодан ақша іздеп жүрмін. Кино бірде бар, бірде жоқ, сондай бір ақша нетіп жүргеннен депутаттың ақша түспейді. Достарыңа барасың, кәсіпкер достарың бар, содан біреуден 500 мың аласың, анадан миллион теңге аласың, анадан 2 миллион аласың да отчет беріп, жауапты волонтерлар жіберіп, барахолкаға бар киіндіресің, 20 отбасын, балалар шағасын алып, ананы апарасың, тамағын бересің, көмірін бересің, проблемалар көп. Бірақ оның өзінде көңіл толмайды жаңағындай. Ана отбасыға көмектескеннен кейін анаған 1 тонна көмір бердім, маған 500 не тонна беріпсің, аз беріпсің, одан азырақ деген сияқты көңіл толмайтындар болады. Жай мені жиналысқа келіп, мені көріп кетуге келген адамдар да болды жаңағыдай. Қызық болсын ғой. Болып кетіп отырады. Қандай сұрағыңыз бар десең, 40-қа жуық адам очередьте отырады. Осылай жаңағыдай көмекшім отырады, осы отырса, жоқ, сұрағым жоқ, жай сізді көрейік дедім, шынымен сіз ба, депутат боласыз ба, қабылдап отырсыз ба, қарапайым халық жиналысқа кіре ала ма, соны көрейік дегендер де болды. Енді ол кезеңде өтті, менің бұл кезеңде ешқашан ұмытпаймын, бұл менің өмірімдегі ең бір үлкен атқарылған жұмыс, ең бір қалыптасуға бір серпіліс болған бір кезең болды. Содан кейін 2019-да кеттім, одан кейін магистратураға бардым. Магистратурада ұзақ өмір сүрмедім десең, магистратурада Ахан Абдуали деген ректор келіп оқудан шығарып жіберді, жаңағыдай киноға түсіп жүргем. Ол кісі өзі бір өнерді қатты бағаламайтын бір кісілердің бірі болған еді, өзі өнер адамы болса да Ахан Абдуали деген ректор болды. Ол кісінің де енді мансапта жол ұзақ болмады ғой енді. Анда барды, мында барды, бір қызық кісі болатын өзі. Ондай бір енді мен магистратурада сол мамандықта жұмыс жасап отырмын. Киноға түсіп жатырмын. 15 сентябрьден 19 қарашаға дейін мен съемкада болдым деген қағазым бар. 2 проектте болдым. Сол проектте қиналғам соншалықты, бір проект орысша болды, бір проект қазақша болды. Ол проектке үлгермей жатқаным былай болды. Кешкі 9-ға жұмыс жасаймын. Кешкі 9-да ужин береді, онда ана проект алып келіп, таңғы 8-ге дейін түсірді. Таңғы 8-де завтрагымды ішем, ана проектке барам, 3 күн ұйықтамадым. 3-ші күні ана проекттің текстін мына жерде айтып жүрмін ғой. Тек Red Bull болды. Сондай кезеңде соны түсіндіріп айтып отырдым, кабинетіме келді, кабинетіне барсам, қабылдамайды, 2,5 сағат отырдым, оның алдында қала әкіміне, мысалы, президентке тезірек кіресің да. 2,5 сағат қабылдаған жоқ, ректорскийда отырмын жаңа. Шығып барады, аға мен сізге келіп не үшін келіп бар, кетары бар дейді маған. Уақытым жоқ мен деп. Сол магистратурам жоқ, магистратурасы жоқ актермін енді қазір. Сөйтіп шығарып жіберді, жақсы деп, ол кезде бір не болды. Бірақ сосын 2020-да бір карантин болды, бір елде бір өзі бір қатты не болды ғой, бүкіл әлем бір қатты неткеннен кейін, мен ойлаймын осы карантиннен кейін халықтың рухани жағына көп ауыса көңіл бөле бастады. Мына және театрдың бірден бір өсіп кетуі карантиннен кейін болды. Халық өткен шөлдей бастады. Карантиннен кейін мынандай тірі нәрселер, адаммен әңгімелесу бәрі трендке айнала бастады. Бір-бірімен көрісу, құшақтасу, мынау азая бастады жаңағы. Қазір бар ғой енді. Бірақ карантиннен кейін халық енді көзін ашып жатқанда біз театрымызды ашып үлгердік та сол кезде. Карантиннен кейін бәрі депрессияда андай-мында болып жүргеннен кейін ол уақытта Асхат аға жаңағы театр ашып үлгеріп жатты ғой жаңағы. Ағайымыз театрға қол қойғызып
қол қойып 1-октябрьден бастап біз 1-қазаннан бастап официально жаңа ресми түрде театр болып ашылып жұмысқа кірдік. 14 желтоқсан жаңа неміз болды, өздеріңіз келдіңіздер, біз құттықтап премьерамыз болды. Сол карантиннен кейін мен ойлаймын, халықтың сұранысы басқа болды. Халықтың ой-өрісі өзгерді. Мында театр деген сияқты жағына, рухани жағына, баю жағына көбірек көңіл бөліне бастады. Кітап оқитындар көп болып кетті, мысалы деген сияқты. Сондай бір кезеңге тап болып, сосын жаңа депутаттан өттік, анадан өттік, бармаған жеріміз жоқ, сөйтіп барып театрды ашып 22-23 ағай бәріміздің басымызды қосып, қазір бір үлкен отбасы болып отырмыз. Бәріміз жаңа не болып, оның арасын сол театр ашылғалы қанша отбасы құрылды, оған да жақсылығына себепкер болып отырмыз. Себепкер куә болып отырмыз, ағай себепкер болып отыр деген. Жалпы Асхат ағаның жолы Нұрғат ағаның жолына ұқсайды. Өзінің шәкірттерін жанына жинап алып, қаумалаған бір ел болып, бірлік бар жерде өнер әрдайым жеңілірек бола ма, сондай. Енді жаңа театр ашылу жайлы айтып жатырсың ғой. Басында қазір сен тұрақты актерсың, осы театрдың тұрақты. Басынан солай болды ма, әлде менде бір сұрақ. Бірінші ашылғалы бері Ораз бәріміз бірден бастап, 1-қазаннан бастап жұмысын бастап. Тек сен проекттерге бола былай кетіп келіп жүрдің. Жоқ, мен 1 жыл бойы толықтай жүрдім, сосын арасында сұранып кетіп жүрдім. Просто мынандай сұрақ, мысалға Аян тоже, да, басынан бастап актер ретінде ма, әлі күнге дейін кеткен жоқ? Бір съемкалар болды, 1 жыл үзіліс болып, жаңағындай съемкаларында болып, ол кезде жаңағындай үлкен проекттер көп қатты сұраныс болып тұрғанда жібергісі келмеді. Мынандай әңгімелерде болғанда, басында Абай Тоғжанмен ашылған кезде сендерде өздерің келдіңдер, содан кейін Самал апайымыз болды, Ерік Айтжанов келді. Әлі де бар Самал. Әлі бар, И андай ощущение болады ғой, бәрібір звездный, бәрібір ол дұрыс та, ол тактика театра, звездный лицо болу керек деген сияқты театрда сонымен ашылады да, и дальше ол адамдар там кішкене азая бастайды, жоғала бастайды, келіп кетуі жиі болмайды деген сияқты. Сол кезде бір сұрақтар туындайды да, ол бәрі. Мен бұл сұрақты қоймасам, мен қазір интервьюер болмаймын деп. Бәрібір. Және театрда мына жақта жұмыс жасап жатқан жаңа 70 актер бар. Күні түні тынбай жұмыс жасайды, бірақ келеді жаңағында енді ол бәрібір сұрақ болады, оларда да болды, я уверена. Келеді, келіп кетеді, жұлдыздар ойнайды, кетеді. Неге деген сияқты бір сондай араларында сұрақ кикілжің. Жоқ, ондай болған жоқ. Неге? Өйткені біз алыстаған жоқпыз ғой театрда. Жүрдік, театрда кәдімгі жұмысымыз істеп жүрдік. Абай Тоғжаннан кейін біз бірден Мальчикиға кірісіп кеттік. Ол кезде Мальчикида болды ұлдар режиссері Ерназар. Ағай параллельно басқа спектакльді қойып жатты. Дүние қапыл болды. Сондай не болды? Мен ойлаймын, біздің неде өйткені біз қалыптасып бастағаннан кейін, артымызда бауырларымыз қарап тұрғаннан кейін бұл сұрақтың бәріне дайын болдық. Өйткені мен уже оның бәрін көргем, өткем, басқа театрда істеп келдім. Өмірлік тәжірибе бар, депутаттық бар, анау бар, адам психологиясын білесің. Алатау дәстүр өнер театрында зам директор болдым. Оның бәрін келдім, үйе болдым. Енді оның бәрін адам несін білесің, психологиясын да білесің, не айтатынын білесің. Бірақ мен бір кезеңдер болып, енді бір кішкентай мен өмірімде біраз сынақтар болып, кішкентайым ауырып, сондай бір кезеңдерде көбірек Алматыға қал жағдайын білуге барып отпасам, өйткені мына жақта келіншегім мен балам Алматыда жүрді. Неге? Өйткені ата-анам жанында болған қаладың бөпе ауырып отқаннан кейін, мына жақта кішкене квартирадан квартираға тентіремейік, мен өзім жүре берейін, анда жүрсем де әйтеуір еркекпін ғой деп, жігітпін ғой деп сөйтіп жүріп, сондай бір кезеңдерде сұранған кезіміз болды. Ал былай съемканы сылтауратып кетіп қалған кездер болған жоқ. Болды. Өнер барысына 1-2 аптаға дайындалып сұранып кетем, барам, келем. Сөйтіп айтқан үмітін ақтап айтып. Сендер театрда кәдімгідей тұрақты актерсың. Жаңағы Асылханды айта кетейінші деп едім, маған да кейде дайректке жазып жатады көрермендер. Асылхан тек спектакль болатын кезде ғана келіп кететін шығар, ол процесте болмайтын шығар. Сондай сұрақтар өте көп болады, шыны керек. Бірақ мен Асылханның осы театрға деген отношениесіне жаңағы мен өте риза боламын. Себебі барлығы ойлағандай емес. Асылхан бос уақыт бола ма, бірден тек қана театрда жүреді. Таңертеңнен кешке дейін театрда жүреді. Жаңағы партнер ретінде де
мысалы мына жерін былай істеп көрейікші десек, шынымен былай қарасаң қарапайым актердің өзі кейде да сен солай ойлайсың ба деген сияқты болады. Асылханда ешқашан мен екі қойылымда екеуміз кәдімгі партнеріміз, ешқашанда аузынан ондай сөз шығып көрмеген. Кәдімгі давай былай істеп көрейік десең давай дейді, өзінің вариантын ұсынады. Әрқашанда өте қарапайым. Жаңағы театрды ол бірінші орынға қояды. Театрда ода проект болып жатса, өз көзімен кәдімгідей Асылханның кинодағы съемкадан отказ бергенін көргем. Себебі театрда оның мына жақта жұмысы жүріп жатқаннан ол шыны керек қазір қатты түскім де келмейді. Қазір менің нем басқа, білмеймін, ой өрісім түсем, таңдаймын. Жақсы полный метр болса түсем. Бірақ шыны керек сериалдар аптасына жоқ деген бір рет звондап тұрады шығар. Звондайды, сериал жоқ, отказ беремін, қызық емес, маған қазір қызық болды. Маған лучше театр қызығырақ, маған спорт жағы қызығырақ, проекттер қызығырақ деген сияқты сондай нелер бар. Енді бір қызық болды, кеше сіздер спектакль тамашаладыңыздар ғой Гаухардас. Оның алдыңғы күні басқа состав ойнады. Сөйтіп мен массовкада жүрмін ғой. Массовкаға шығасың. Массовкаға шығады. Ой бәрекелді. Массовкада жүрмін ғой. Сөйтсем, сен де шығасың ораза. сол күні маған бір дайректке сообщение келді маған. Бүйтіп Гаухартас деп бардық, сізді сол жақта ойнайды деп, сізге аз рөл бергені, сізге обидно емес пе деп шашып тұрған жоқ қой, сізді Гаухартаста көбірек, бәрі Асылхан Гаухартаста ойнайды дегенге барған едік, бізге қатты ұнады спектакль, өзімізге жаңа актер аштық деп, Денислам деген жігіт ойнады сол кезде. Бірақ сізге рөл аз, сіз танымал актерсіз ғой, бірақ осындай спектакльде обидно шығар, сізге кішкентай рөл берген дейді. Ана түсінбей тұр ғой. Ана оқисың, неше түрлісін көресің, ана гастрольдерге барғанда шығасың ғой, енді бірге нетіп, енді постоянно ойнап жүре бермейсің ғой, балалар бар, не бар. Сосын бос болғанда қой, киініп алып жаңа шығасың, ойнайсың, жүресің, балалармен қызық. Оның өзі күшті. Асылхан Оразалы, енді сендер открыватель болсаңдар да, ол деген мен ойлаймын үлгі, бұл деген театрдың ары қарай ғұмырының ұзақ болуы да осы жалпы открывательдерге байланысты ғой. Біздің мысалға алдымыздағы открывательдеріміздің бізге де осылай көрсетіп жүрген үлгілерін көріп, біздің жаңағы мысалға кейде болады, мен рөл ойнап жатам, Дәурен аға кахонда отырады, Жандәулет аға домбырада, Азамат аға домбырада отырады. Қалай мен жаман ойнаймын, мен қалай мен жұмысқа кешігем, білмеймін, қалай мен жұмысқа салғырт қараймын, когда менің старшактарым, менің осы театрды құрған адамдар менің артымда демеп отырса, дәл сол сияқты мен ойлаймын, сендердің де жас актерларың сендерге қарап одан сайын шабыттанады. Ал мүмкін сендер салғырт қарап, енді жоқ, біз уже үлкенбіз деп кетіп жатсаңдар, онда бәрібір слабинка болады да, бәрібір ол жерден бір нелер кетеді. Сондықтан өте ризамын. Асылхан, енді сен Асылхан Төлепов атың бар, сен Сартай болып халықтың көкейінде қалдың, ол мәңгі қалады деп ойлаймын. Бірақ сен шынымен де міне Инабат бәрі айтып отыр, қарапайымдылығың өте қарапайым. Сол мен ойлаймын, осы қарапайымдылығына сенің осындай қарапайымдылығыңа береді да Алла саған. Шынымен де бізде соны айтамыз. Осындай ашық. Ұялатын күнім бар екен ғой. Бағанадан бері мақта деп мақтап отыр қой, енді не ұялып отырсың? Сұрай алдым ғой десе. Керемет, күшті мотивация болады деп ойлаймын біраз жастарға. Өйткені қазір көбінде енді жастар бірден жұлдыз болғысы келеді, театральный бітіре салып, бірден киноға түскісі келеді, массовкада жүргісі келмейді деген сияқты. Бәрі емес, бірақ бар. Бірақ осындайды да есту керек та, білу керек, қалай келді ол. Пушкада отырады кейде. Вот, пожалуйста. Мысалы, Асылхан бұрын біз кулисаны түсіреді деп айтшы десең. Колледжда оқып жүрген кезде бірден жұлдыз болып кетті ғой. Сол кезде бәрі ойлады да Асылханды, ой, бұл бай, әке-шешесі, олигарх. Біз енді білдік қой, Асылхан өзің айтқандай базарда да қаншама жүрдің, қиындықтан өткен ғой. Еңбек еттің деген сияқты. Сонда халық біліп жатқан дұрыс деп ойлаймын. Жалпы сен және айтып қалдың, Инабат пен Оразалыны айтып жатқанда келіншегің жайлы. Сен келіншегің өнер адам емес. Жоқ, өнер адам емес. Қалай түсінеді сені өнеріңді осылай? Қазір жаныңда ма? Иә, Аллаға шүкір, иә. Инабат айтты ғой, Оразалы маған сабырлығын айт деп, маған Айсұлудың сабырлығын. Сенің жаныңда сабырлы адам болмаса мен білмеймін. Қалай болады? Өйткені мен өзім басқаша адаммын да, Айсұлу үйренген, мен мысалы түнгі 3-те тұрып, оянып кетсем, далаға кетіп қала беремін, шығып кетемін, қалада жүремін.
білет сен үйде боласың ба дейді да маған. Мен үйде редко боламын да өзім мысалы. Мен жүремін, мен балалармен жүргенмін, мен ортаны жақсы көремін. Көп достарым көп, балалар анда барамын, анда барамын. Қой Алматыға кетейін, Алматыға барасың. Үйге барып папаммен амандасып қайтасың, қалаға шығып кетесің, таңда келесің, таң кетіп қаласың. Әлі. Сен осы үйде тұрасың ба дейді папам. Балам маған бір күн. Я десем, қонсыз менің қасыма дейді. Қасын жатасың, мен ұйықтап отқанда келесің ба бүгін деп. Мен өзім сондай адаммын да. Ол соған үйренген. Ол білді ғой басында. Иә, басында біледі. Мен басында да айттым, мен ортам көп, мен қалада да көп болмаймын, мен ар жақта да көп, мен даже қалада емес, үйімде көп болмайтын адаммын. Соның бәрін айттым, мен бәрін біледі, ол жағынан Аллаға шүкір енді. На берегу договорились, короче. Мудрая ғой былайша айтқанда. Ешқандай не емес, мысалы, қанша түсіп жатырмыз, сүйісіп те видеоға түстік, анағанда түстік, бәрін көріп отыр ғой енді. Енді оған дейін де біледі. Қыздармен араласқанды жүргенді біледі десең. Енді алғашқы махаббатымды айтсам өтірік болып қалады. Енді оның бәрін біліп тұрмын мен. Қалжыңдаймын кейде тиісем. Енді маған Айсұлудың ол жағынан ақылдылығы ұнайды. Мен кейде білмей тұрған затты ол біледі. Сосын оның бір жақсы менен орысша көбірек біледі, сонысы жақсы орысша тексттерін жазып береді деген сияқты. Баяғыда акиматта жұмыс істеп жүргенде мені бір күні мақтайтын руководитель. Вот на Төлепова, смотрите, говорит, он по 3 писем закрывает в день дейді да. Біреулер бір письмоны жаңағы бір күн жазады жаңағы целый. А мен бір күнде 3-4 письмо жауып тастайтын. Оны бүйтемін да, короче, өзім қазақша письмо жазамын да, короче. И хат келіп жатады, чүк суретке түсіремін, Айсұлуның орысша письмо жазып жібершін. Пах. И бір уақытта басықтың алдына барып 3-4 письмо. Сам сделал, конечно. И маған бүйтеді. Қазақшаң сәл қатерек болып тұр ғой дейді ғой. Қазақшаң өйткені өзім жаздым ғой. Орысшасы не деп. Сөйтіп жүріп маған жаңағы кейін депутат қылып көмекшім қылып алып алдым десең. Үйде көмекшім болып жүрді. Сондай тексттерімді жазып беріп сөйтіп не қылып ондай енді Айсұлу маған сондай жағынан көмегі де көп. Түсінеді. Еш ренжімей дегенмен болған жоқ ондай сәттер, иә? Жоқ, кішкене бізге көңіл бөл. Жоқ, ондай сәттер болмаған, енді көңіліңді бөлесің ғой, енді бірақ ортада жүресің едесің, бірақ ол да түсінеді оның барлығын. То, что біз бір үйдің баласы емеспіз жаңағы. Елдің ұлымын. Иә, елдің ұлымын, соны көбірек айтамын десең. Мен сенікі ғана емеспін деген. Ол жағын айтқызбай түсінеді. Сол жағынан Аллаға шүкір өзінің былайша айтқанда қалай. Маған көп демеу болып, мені өсіріп жүргенде сол отбасым Айсұлу ғой енді, шыны керек. Өйткені мен ортада жүріп андаймын деп мені артқа тарта беретін болса, мен өспейтін едім мысалы. Қаншама жерде мені Айсұлу не қылады мысалы. Ата-анама да көңіл бөліп үлгеріп жатыр. Ата-анамыздың қолымызда тұрып келдік қой енді. Осы 2-3 ай ғана шығар Астанаға қоныс аудардық, бірақ енді бұл мен ойлаймын уақытша нәрсе, өйткені ата-анамызды асымызға алып келеміз. Мына орнығамыз, ұлымыз бар Құдай қаласа 6-ға толады. Биыл 5-те. И ол сон барлығын міндетсінетін болса, оны ренжи беретін болса, мені өсірмейтін болса, мен андай деңгейге жетпеймін ғой. Енді ол бірінші Алланың қалауы, одан кейінгі отбасы құрғанға шейін бүкіл қазірге мен тілеуім тілеп батасын беріп жатқан ата-анам, одан кейін енді жігітті өсіретінде енді оның қасындағы жары ғой. Енді ол жағынан мен ойлаймын, жалпы мамандық таңдаудан, дос таңдаудан, жар таңдаудан Аллаға шүкір жаңылыспаған адаммын деп. Мамандықтан да. Айс. Осыны айтып отырғаныңда астыққан үлкен ерлік, өйткені көп ер адамдар енді айта бермейді олай. Ертең басқа қалаға кетіп бардым, соны айтып отқан. Енді артын осылай енді құтып жібермеші енді. Жоқ, енді ол жағынан сол енді қалжыңсыз енді. Ол енді театрға да көп келе бермейді, мен оны шақырамын, келі қара деп, бірақ андай артық мазалағысы да келмейді. Сол кеше сендермен бірге бір екінші рет көрді, бір рет Алматыда көрді. Көп спектакльдерді көрмеген енді. Өзде бір қатты андай бір вниманиені қатты жақсы көре бермейді өзі. Былайша айтқан өнерді жақсы түсінеді, жақсы көреді, біледі, бірақ өнерге өзінің қатысы жоқ. Ән айтқанда слухы менікіндей. Осы 2019 жылы театрға деген көңіл көбірек көңіл бөліне бастады да, карантиннен кейін театрға деген көңіл одан сайын келіп, қазір айлықтарды жаман емес, баяғыда 40 мың 38 мың деген ақша жоқ. Мен мысалы 0,5-тің өзінде 28 мың алып жүрдім ғой мысалы. Сондай қазір емес, қазір айлықтар көтеріліп жатыр деген сияқты.
сол себептен басқа балалардың нәпақасы бар табатын енді Қосымша жасыратын жұмыстар, жоқ, тойға қосымша шақырғанда жұмыс барасың, әрине иә. онсыз қалай театрда қиын ғой. театрдың Ал айлығымен біз баяғыда тек театр не жаман, анау жаман, ол жаман дей берсек ол өспейді ғой. әрине Ол театрдың деңгейі қазір Көңіл ақсүйектікке айналдыру керек. Мысалы, театр көңіл бөлініп жатқан жоқ емес, бөлініп жатыр. иә Мысалы, аздап әйтеуір иә, өсіп жатыр ең басы зарплаталар көтеріліп жатыр, оның бәрі Иә. бірден бола қоймайды. Жаймен Құдай қаласа болады ғой соның бәрі. иә біз келген жылы да иә тапқанымыз мысалы, 44 мың болатын Әңгіменің басында бағана бірнеше рет неге 165 рет 160 рет деп айтып жатыр ғой мысалы. Мысалы, оның барлығы айтып жатырмыз ғой бәріміз жаңағы. Сөйтіп айттым ба? қалжыңдап жоқ Айтып жатырмыз ғой жаңағы 165 рет ойнадық, анау мынау деп. Енді ол да мысалы ағай да оны еріккеннен істеп жатқан жоқ қой. Иә. Өйткені біздің сіздердікі жақында көтерілді. Біздің театрдың бағасы 2000 теңге. Ол басқа 60-70 мың теңге болса бір рет қоя беруге болады да, аптасына 3 спектакль ойнаса. 2000 теңге студентский 900 теңге. Бәрі студентский алады бізге келетіндердің. Иә, Ал сен ештеңе ақтай алмайсың ғой. Бізге бір ғана бюджет бөлінеді, оның ішіне жаңағы тех составтың зарплатасы бар, творческий состав бар, декорация аласың. Біздің бір спектакльдердің құны бір 2-3 миллион теңге, соған өйтіп бүйтіп бұрынғы спектакльден жинеткен үйдегі бір костюмдарды алып келесің деген сияқты ғой. Ал оны ағай да жайдан жай қойып жатқан жоқ, енді ол үшін менеджер болу керек, ол үшін мықты қаржыгер болу керек. Оны түскен ақшаны барлығы далаға кетіп жатқан жоқ. Киімдерімізді обновлять етуге анаған мынаған кетіп жатыр. Оның арқасында сол ағай көбінесе премия беруге тырысады жаңағыдай. Соған түскен ақшаларды өйткені көбірек ойнады, түсінеді. дұрыс Жаман емес жағдай, Аллаға шүкір қой. Шүкір. Жақсы. иә күшті рахмет өте бір сондай керемет әңгіме болды күлдік Қанша минутты қысқартасың енді? ешқандай жерін қысқартпайды бізде қысқартылмайды өйткені бізде еркін формат болғандықтан енді соңын қорытындылайық жалпы театр әлемінде бір енді әркімнің Сіздер неге сұхбат күшті? 1,5 сағат болып салқын шай ішіп. құйындаршы ыстық шай қойып беріңіздерші шүгірді алып оттық енді атамызға құйындаршы шай енді Назерке сұхбат алып отыр, мен старшагым шай сұрай алатын шығармын енді. конечно енді айтпайсың ба бағана Кімдер орасы кімде бермейсіңдер ме? Жоқ. обновлять етіп жіберсеңіздер шайды иә 1,5 сағаттан кейін, иә? Иә. Жалпы театрда Балка мен Жамалға рахмет айтты. театр әлемінде болғаннан кейін әрине әр адамның бір мақсаты болады. Кино емес, шоу-бизнес, именно театрдан сұрайыншы. Театр әлеміндегі қойған алдағы мақсат обобщенно емес, бір мүмкін бір өздерінің бір нақты бір миссияларың бар шығар. Сондай болса. Театр әлеміндегі жалпы мен қалай айтсам болады, мысалы енді еліктемейтін адам жоқ қой. Мен де мысалы еліктеймін осындағы, мысалы сіз жаңа айтып жатырсыз, Әділ ағаларымыз, Дәурен ағаларымыз сияқты өзіміздің жаңағы театрда бір орнымызды қалыптастыратындай, бір актер деп білетіндей жаңағы әркімнің өзінің жаңағы қызығу керек қой актер деген. Мысалы үлгі Дәурен ағалар, мысалы Қуанышбаев театрында керемет актерларымыз бар, Нұрген ағаларымыз. Солар сияқты мысалы деңгейлеріне жетсек екен деген ой бар. Сіздерің бас. Әлі енді біз ізденістеміз ғой, шыны керек. Көп іздену керек. Әлде де біздің аша алмай жатқан тұстарымыз өте көп. Білетінімізден әлі біле түсетініміз өте көп. Сондықтан көп іздену керек, актер талмау керек. Ол ғылым сияқты ғой. Мысалы жылдан жылға мысалы әртүрлі нәрселер ашыла береді актердің. Театр көбейіп жатыр. Театр көбейіп жатыр. Сондай миссиямыз бар. Сондай орындалса. Мен мынандай нәрсе болғанын қалаймын, оны сізде қалайсыз? Қазір соған келе жатыр ғой, сондай да ғой қазір. Театрлар арасында көреалмаушылық болмау керек та. О, дұрыс, өте. Көреалмаушылық болмау керек. Мына театр сияқты істемеуіміз керек. Анау мынау бүйтпеуіміз керек. Біз басқаша, жаңаша айналып келгенде бәрі бір нәрсені істейді сол. Сен кішкене сәл саясатың бөлек болуы мүмкін, бір подходың дұрыс болуы мүмкін жаңағы. Нең дұрыс болуы мүмкін деген сияқты, бірақ айналып келгенде мақсат бір, айналып келгенде қоятын нәрсеміз бір. Сен мысалы ана жақта Ромео и Джульеттаны ғой, мына жерде Ромео и Джульеттаны ғой, бәрібір оқиға сол да. Оқиға сол, сен тек киімін өзгертесің, декорация өзгертесің, ойын режиссурасы бар, көзқарасы бар, болды. Бірақ сол нәрсе. Көре алмаушылық деген болмау керек та. Мен андай нәрсе болған жақсы ғой. Әрбір тұсаукесерде басқа театрлар келсе, қолдаса,
жаңағындай басқа қалаларға үлгі болу керек та. Міне Астананың театрлары міне ауызбіршілігі мынандай болып жатыр. Мына театр барысы деген турнир ұйымдастырайын деп жатырмын. Ол жердегі мақсат та сол да мысалы. Бірақ соны ұйымдастырғалы былтырғы мысалы чатты ешкім өшірген жоқ, бір-бірімен араласып келеді. Басқа қалаға барған күтіп алып жатыр бір-бірін. Сол жақсы ғой мысалы. Жақындастырады. Сондай нәрселер болған жақсы ғой мысалы. Өзіміздің театр несінде енді ұмай деп қосылды ғой, жақсы премиясын беріп жатыр. Бірақ өзіміздің театр несі деңгейінде өтетін, сол жерде келіп шетелдік қонақтар шақыра алатындай қызыл дорожкамен үлкен өзіміздің Оскар болу керек та, театрдың Оскары мысалы. Сондай мысалы премия болу керек. Мысалы кеше мысалы сіздер келдіңдер, Наука екеуін біздің оған дейін де сіздердің әріптестеріміз келіп жатыр ғой біздің театрға. Мысалы қарайсың, іштей ойлауың мүмкінсің, қандай көзқараспен қарап жатыр деп. Бірақ ондайды алып тастау керек та. Мен мысалы екеуін көргенде мәз болып қалдым мысалы. Әрине. Өйткені мәз боласың, қолдап келіп мысалы келіп жатқаннан кейін, мысалы вообще келмей бұл театрдан бейхабар болып жүрсе, ол обидно да. Ол көре алмай. Ол біздің жасыратын ештеңесі жоқ. Ағайымыз да кейде мысал келтіргенде жастар театры осындай неткенде, Нұрғанат ағайлар осылай бастаған. Мысалы Асқан жаңағы кім анандай кезде Асқан андай болу керек. Оразалы мысалы сендердің Әділ ағаларың, Жандәулет ағаларың кезінде Дәурен ағаларың осындай болған. Мысал келтіреді. Ал ол не деген сөз? Ағайдың бұл театрға, басқа театрларға деген құрметі, сосын несі деген жоқтан да бір жаман көзқарас. Мысалы болады ғой. Ана театр жақсы істемеңдер деп те айтуға болады. Или мына театр қойыңдаршы, оны премьерге келтірмеңдер деп. Мысалы біз оны сұхбатта айтпауымызға да болады. Мысалы сіздерді премьер келтіріп жатқанбыз. Забит іштей ұстап тұрып ше жаңағыдай. Жоқ деп айтса да жаңағыдай. Жоқ енді біздің бақытымыз басқа деп ше. Біздің бақытымыз бір, бәріміздің бақытымыз бір. Ал біз білмейтін жеріміз сіздерге қараймыз. Ертең сіздер бізге келесіздер, оказывается біз мынандай қарапайым нәрсеге көңіл бөлмейді екенбіз, мына театрды мынандай түсіндік деп сендер бізден не аласыңдар деген сияқты. Ондай рахмет. Бір жарым сағаттан кейінгі бір шайымыз. Сондай нәрсе ғой, сондай нәрсе қалыптасса, және театрдың деңгейі Аллаға шүкір жаңа айтқанымыздай өсет, әлі де өсет. Бірақ бұны ақсүйектік өнерге қалыптастырып әкелуіміз керек та, зиялы өкілдер келетіндей. Бұның билеті мысалы $100 сандайдан болатын болса, әрине ол кезде 3-4 рет ойнасақ, мыналар ақшадан өліп бара жатыр ма деп айтатын болады. Ол кезде $100 болса, жарайды. Ол кезде ойнаймыз Асылхан. 200 орындыққа $100 есептеші. Конечно. Театрдың бюджеті аз дегенде 2 миллиардтан болсын, годовой бюджеті. Сен басқа жерде жұмыс істемейсің, сен осы өнерді, елдің мәдениетін көтересің. Вот сол кезде сен туризмді дамыта аласың, спектакльге мықты жерлерді көрсетесің да, шетел аралайсың. Анда барасың, мында барасың. Оған қазір мысалы 200 миллион, 250 миллион теңгемен сен ешқайда алысқа бармайсың ғой. Бір мекемеге сондай бөлінсе. Ака бөлініп жатыр, Аллаға шүкір. Бірақ соны әкеліп ақсүйектікке алып келу керек та, мысалы. Бәрі баратындай, суббота, воскресенье асығып күтетіндей, или жұмыс уақытын асығып күтетіндей келіп қарап, рухани бір сусындайық, байық деген сияқты. Ондай ақша болса, ешкім өнерді сатпайды. Ешкім өнер адамына келіп дікеңдемейді. Ешкім өнер адамдары бар, біреудің алдына жалтақтамайды. Біреу барып үйтіп ақша іздемейді. Ол жағдай түсінікті. Өйткені ақша барлық нәрсе, деньги правит миром дейді ғой, сол сияқты енді ақша көп нәрсені шешеді. Ол енді баяғы нәрсе деп ойлаймын, баяғы айтатын еді, актер не тер сасу керек, не арақ сасу керек, бірдеңе деген сияқты. Бір қайта бір, или на голодный желудок актер хорошо работает деген сияқты, оның бәрі. Жоқ, актер бай болу керек. Неге ол кедей болу керек? Ол бай болу керек. Сен кедей болсаң, наоборот, алаңдайсың ғой. Ол машинасы болу керек. Жарайды, шофермен де жүрсің мына топашылы жағы. Артында отырып, тексіңді қарап отыр, мысалы, неме. Сондай жағдайға жету керек та. Айтпаш, соған жетейік. Тек роліңді алаңдайтын дерші. Жастар театрына барып қайту керек еді, вертолетпен ұшып барып тұрсың ғой. Барасың, отырсың. Жағдайың бар, үйің бар, үйіңе барасың, ыстық тамағың бар, өнерің жасап жатсың, сол өнер арқылы талай жастар тәрбиелейсің. Бұл деген үлкен идеология, бұл қару. Медиа саласы әлемді басқарады. Ол қару, мәдениет деген ол қару. Өйткені әр сала, қазір әр сала өзінше қиын, бірақ мен соңғы кездері ойлаймын да, біздің мамандықтың қиыны сонша, мысалға рөлге шығатынның алдында әртүрлі көңіл күй болады ғой. Сен әрдайым шығып, мысалға әрдайым салтанаттың образына ене қалу, бір күні көңіл күйің болмай тұрады, бір күні мүлдем энергияң жоқ, шаршап тұрасың.
бірақ жинайсың да ойлашы халықтың алдында деп басқа күйге еніп, адам былайша айтқанда мен иногда айтамын, біз жанымызды қинап жатырмыз, біз иногда против своей души работаем. Действительно, сен қарапайым халық мысалға дәрігерлерге барсаң шынданып отырады ғой, настроение жоқ та, потому что көрсете береді настроение жоқ екен. А біз еш нәрсе көрсете алмаймыз ғой. Біз тек қана халыққа өзіміздің образымызды көрсетуіміз керек. И солай өзіңнің жаныңды былай қинаған кезде, иногда бұрап, бүйтіп ішіне тық қойған кезде, иногда қиналып кетесің да. Оның бәрі бізге эмоциональный, жүрек деңгейтеді актерлар. Неге? Өйткені сондықтан. Соның бәрі, если бы учитывалось, да, если бы бізге хотя бы медицина бәрі тізеден, позвоночниктен кетіп жатады, да, хотя бы там, не знаю, МРТ бесплатно сделайте, ну я не знаю, уже бір какие-то сондай бір моменттер болса. Келеді ғой, келеді. Келеді, иә, соған келе жатырмыз. Ол кезде біз 50-ге келіп қалмайықшы, енді келген ойлашы, біз бюджет бар театрда. Жанымызға поликлиника салып тастаймыз. Солай ойлайық бір кеңінен. Бірақ тез, пожалуйста. Уже 30-дан асып бара жатырмыз. Келген айлық 1,5 миллион, 2 миллион. Әумин. Сол 2 миллион ойлау керек сон. Ойла, сон елесе алдында балалармен отырып сөйтіп отырмын, театрда жігіттермен отырмын, бәріне айтып, ойлашы. Испанияда жүрсін, андай жүрсін, берсін, театр. Осы театрда жүре берейік деймін де, ғимаратымыз күшті біздің. Просто күштіліп жасап аласың, ананы жасайсың. Вертолетпен ұшып жүрсің ана жерде. Ана жерде не деп бағым. Асылхан, сенің осы нәрсең да, Асылханның качествосы, ты умеешь мечтать. Действительно, ограничение жоқ сенде. Мысалы, андай шектеу қоймау керек. Жаңа бір нәрсе айтайын деп тұрмын, мысалы, әрбір нәрсенің кезеңі болады, өшуі болады. Театр қазір өсіп тұрған күшті планкасын ұстап тұрған бір өнер да. Мысалы, кинода қазір, мысалы, біреу ананы айтса, мына комедияны жамандап жатады, ананы жамандап жатады. Жоқ, олай болмайды. Ол комедияда кезең өтеді. Бір кездері вайнерлар болды ғой. 2 жыл дүрілдетті. Олар жасады. Бірақ соның арқасында біреу жағдайын жасады. Біреу ата-анасын апарды, Меккеге апарды, анда апарды, үйін алды. Оларды қазір өтті, олар ұмытылып кетті. Бірақ басқа нәрсе, блогерлар шықты. Олардың да кезең өтеді. Мысалы, комедия жүріп отыр. 1-2 жыл, мысалы, Нұрлан Қоянбаев мен мысалы риза болатынмын. Неге? Халық барып жатыр ма, ақша келіп жатыр ма, ыстық кезінде басып алып отыр. Жаса, болды. Ол да түсініп тұр, комедия мәңгілік емес. Ол кісі ол ақылсыз адам емес қой. Ақылсыз адам андай бір үлкен дүние жасай ма? Ол алды түсірді, балат кейін келетті, ақша жинайды, бір тарихи кино түсіре салады. Ол кезең келеді, ол өту керек. А бізде сондай қазір кезең күрес болып жатыр, қазір бәсеке бар кинода. Қарасаңыздар, режиссер көп, кино көп. Шетелдік кино мына жерде тұр, қазақ киносы аяқта тұр. Оның бәрі жаңағындай көп киноның түсірілуінен де. Оның сынағаннан пайда жоқ. Сен сына жақсы жағын айт. Ана жерде мына сахна бүйтпесін, сөйтпесін, түсірме деп айтпау керек та. Ал ертең театрға келеміз, ол театрда да сондай болады. Ол келеді, анау болады, өсу болады, жаңа театр шығады. МТУ-да мәңгілік болып тұра бермейді. Мысалы, басқа театр келеді, дейсің, кезінде бізде осылай бастадық, мысалы да, сондай мәселе. А енді тағы бір арманым бар, лимиттен асып баратырмыз ғой, регламент түсініп тұрмын. Жоқ. Тағы бір арман бар да. Көрермен телефонын сөндіріп отырса деген ше. Ой, кешікпесе деп, семшкі шақпаса деп ше. Сендерде правила жоқ па? Бізде осы 1 қарашадан бастап жоқ. Именно құда шаға келгенде видео звонокпен сөйлесіп отыр. Кәм, ерме, қостым, ерме. Қара. Привойды. Алдында бір кісі, вспышкамен отырады. бір кісі отыр. Орамал тағып алған 2 апай. Тура алдың қатарда, сіздер қатар отырған жердегі жаңағы айтып отырмын. 2 аяқ киім былай, бүйтіп отыр. Ойлашы. Бүйтіп отыр. Осылай отыр. Аяқ киім біреу, мен неше білесіздер ғой, түсіп жүремін жаңағы. Бастым аяқ киім бастым. Тура алдында тұрып, біздің сахна тар қойын десем бастым. Мен ұрып жібермеді қорықтым бірақ. Үстіп отыр. Сосын бірақта телефон сөйлесті, бітіп қалар, қазір бітіп қалады, білмеймін ғой. Ойлашы, семшкі шағып отқан көрермен бар. Ол ағаңдатады ғой оны. Негізі күлетін нәрсе. Оған да келеміз, Асылхан. Оған да келеміз, иә. Бірақ айту керек. Лай отса, ал ол театрға келу мәдениеті. Дейсің да кейде барып, ана мысалы кейбір моменттер салып жібереді, мен бір розовый трусимен шығатын бір сахнам бар еді, бір спектакльде. Соны салып жіберді, міне біздің қазақтың батыры деп жүрген Асылхан естіп жатыр дейді. Ана жерде мынау не болып кеткен, анау болып кеткен, ол кезде екеуміз ерлі-зайыптыларды ойнаймыз, Инабат екеуміз кім қызғанбай ақ қой. Андай мұнда жазып жатыр. Бірақ сонымен бюджет көп алып келді енді. Бірақ түсінбейді да, ана атрибутты алады, салып жібереді.
қызық емес. Тек сондай Қазір TikTok бәле болды. Бәле, иә. Отрывок сала береді. Мен шыны керек, Дәурен ағамыз енді режиссер болды. Келіндер көтерсін TikToktан көріп тастадым. Иә. Түркістаннан, иә. Біз сол кезде Түркістанда болдық қой. Барғымыз келді, бірақ жете алмай, Шымкентте болды, Түркістанға жете алмай қалдық. Бізде сол кезде гастрольде болды. Барғым келді, бірақ мына жақтан көріп тастадым. Еңбек зая кетіп жатыр да, баяғы пиратский деген құртатын еді ғой. Ал ол адам түсінбейді, сіздер түсінбей тұрсыздар, солай салғанда сіз біреудің еңбегін жеп жатқанда, мысалы, ана адам қаншама бүкіл терін салды, ананы салды, біреу какой-то хайп үшін, рейтинг жинау үшін, не ету үшін салып жібереді жаңағы. Ананы істеп жібереді. Спектакль уақытында сөйлеседі. Алдында мысалы ауыр бір сахна өтті, ЗТМ болып жатыр. Мына көрінбей қалды, фонарик қосып қойып жатыр. Қосып қалды. Бите өтіп кеттім. Былайша. Иә? Ана камерамен түсіре берсің, жауап тастадым. Мысалы, ол енді әрбіріне түсіндіре алмайсың ғой. ЗТМ деген ол актерлерге арналған еліне түсінбейді. Сол жағынан бір андай бір. Алдында ғана Толқын Нұрбекова, Тюз театрының актрисасы, осылай көрермендерге мазын айтып бір Инстаграмға шыққан. Әйгерім, етін сала бер, бітіп қалады деді алдында. Өзіміз қарын ашып тұрмыз, ораза әрине, сауатты көрермендер де көп, бірақ осындай көрермендер артистерге қаншалықты кедергі келтіретінін білмейді. Өйткені сахнаға, мен айтамын, жай ғана адамдар бір тойға шығып тост сөйлеген кезде микрофондар кетеді ғой, көпшіліктің алдына шыққанда. Ал сіз ойлаңызшы деймін, енді қаншама 300 адам, 600 адамның алдына шығып алып, сен образ еще көрсетіп, еще саған действительно телефонмен сөйлесе отырса деген сияқты. Әрине, келсем, толықтай келсем, бізде қазір правила бар, ноябрьден қарашадан бастап біздің театрда 19:05 все, есік жабылады. Бізде Көкшетаудан келіп театрға бітті 5 минутқа кешігіп кетіп қалып жатқан көрермендер бар. Өйткені сондай біз шара қолданбасақ, бұл жалғаса береді. 19:20-да кіріп жатады. 19:30-да кіріп жатады. Сосын орын іздейді ғой. Не көреді? Жоқ, бұл мен декрет кезінде сондай мен тап болдым да. Декретте енді өзім театрыма келіп, спектакль көре алмаймын ғой, нервтан. Ана қыздар келеді, это мое место, ана жақта ойнап жатыр ғой. Сіз кешіп қалдыңыз, отыра салыңызшы. Жоқ, мен билетін көрсетем. Ой, шынымен де мен де осылай прям Түркістанда бір қатты болды. Біздің зам директор ағайымыз отырғызбаған, айтқан, пожалуйста, кіріңіз, бірақ шетке отырыңыз деген ғой. Сіздікі ортада деп. Жоқ, и оны кіргізбеген, и ол соны суретке түсіріп, прокуратура, ана бәрін отмет еткен, и мен отмет еткен, мен суретін салған, ойнауға барған едім. Айтпайсың ба, мен актермін. Мен сахнадан тыс не болып жатқан білмеймін. Мен телефонымды алттан кейін тыстап кеттім. Ар жағында сіз кешіккеніңіз, мен Меладзаның концертіне кіргізді ғой, 40 минут кешіккен дейді. Мен айтам, ол сіз концерт қой, сіздің шулап атқаныңыз естімейді, музыка біткісі. Ана жерде сіздер именно тып-тыныш жерде кіріп қаласыздар. И жылап атқан видеосын түсалдыңыз ба? Сегодня я хотела посмотреть, Гаухартас купила билеты. Мынау жан бәрін салады да. Балалармен жүрді. А ол, конечно, жылаған халық оны ойлайды жаңағы. Оны ойлайды да, олар оңбағандар дейді да. Кіргізе салсаңдар нелер? Кіргізе салсаң нелерің кетеді. Асқан осы тұста айту керек, көрермендерге бір нәрсені білу керек те, енді біледі де, бірақ 5 минутқа кешігіп қалдым, 10 минутқа кешіктім ғой, не болды дейді. Бірақ сіз сол келіп кешіккеніңіздің құны біз таңнан бастап 2 күн, 3 күн репетиция, бала шағамызды көрмей театрға түнейтін кездер, стресс, біз таңнан бастап репетиция, прогон, грим, киім киіп, сіздер үшін солай дайындалғанда неужели нельзя, да? Чуть пораньше. Жарайды, кешікті. Айтма, басқа орында отырып телефонмен сөйлесіп пе. А оның бәрі сахнада естіледі, оның бәрі қыбыр-жыбыр, ойлайды шығар, біз мән бермей отыр деп. Оның бәрі қаншалықты тырыссаң да бәрібір орнын іздейді, ананы етеді, возмущаться етеді. Кейде ана көңіліне қарап кіргізеді. Бірақ бұл әлемдік практикада бар да. Асылхан, Астана опера, Астана балет, ровно 7:05 все, сен кіре алмайсың. Ешкім әңгіме айтпайды, потому что все привыкли. Астана балет, Астана опера. Ол жаққа кешікпейді, неге? Кешікпейді. Өткен билет 60 мыңнан. Дұрыс айтасың, кешікпейді. А тут что, 2000 теңге? Ой, мына жерде 2000 теңге. Емнің аударып берді кәсіпкерлер. Өте жақсы мәселені қозғадың. Өте дұрыс, өйткені соңғы кездері мен көп актерлардың осындай назын естіп жүрмін. Сондықтан құрметті көрермендер, бізді сыйлап, еңбекті сыйлап, бағалап, өтініш 15 минут бұрын келіп, орныңызға жайғасып, бізге кедергі келтірмей, өзіңіз де жақсы көңіл күймен қайтыңыздар. Енді Инабат, сенің жауабың қалып кетті. Қандай сұрақ болып еді десеңші?
Мен осы Ладно, не важно, закрываем десең. екі әріптесімнің айтқанына толықтай қосылам. Еліміздің мәдениетінің көтерілуіне сәл болса да өзіміздің үлесімізді қосып жатырмыз деп білем. Жаңағыдай осы өнерге тәй басып, енді ғана келіп, өнер ордасында оқып жатқан, артымыздан келе жатқан өнер адамдары үлгі тұтатындай, оларға береріміз көп болатындай қойылымдар көп болсын деп тілеймін. Үлгі тұтатындай өнер адамы болуға тырысамыз. Әлі де өзіміздің үйренеріміз, үлкен буыннан аларымыз өте көп. Сондықтан театрымыз дами берсін. Бәрекелді. Үлкен рахмет келгендеріңе. Шынымен де түсінеміз, репетиция бар, өнер барысы болып жатыр, бүгін кешке спектакль. Соған қарамастан уақыт бөліп, біздің театрға келіп, қонақ болып, осылай барлығын ағынан ақтарылып айтып бергендеріңе үлкен рахмет. Осылай достығымыз арта берсін. Біздің осы театрал бағдарламасына сол Толқын Нұрбекова келген кезде айтып едім, шақырам үндеу салам актерларға бір-бірімізді барынша қолдауға. Шынымен де премьерасына уақытымыз болса бір-біріміздің барып, после бір-бірімізді қолдап, өйткені біз азбыз дейді. Шынымен актерлар өте аз. Біз бір-бірімізді көре алмағаннан, бір-бірімізге қоса танып тұрса да иногда болады. Ол да өспейді, өзің де өспейсің ғой. Иногда болады, танып тұр, біліп тұрсын. Бірақ өтіп кету, андай білмеймін, бір ой, мынау ана театр. Жоқ, ондай болмау керек. Біз бір-бірімізді қолдасақ, шынымен де өнер одан сайын жанданады, халыққа береріміз көбейеді. Осы военный адамдар бір-бірін танымай жатса да басқа қалада күтіп алып жатады ғой. Өйткені олардың несі бір да жаңағы. Бір саласы бір да. Ал біз неге сондай болмасқа, біз неге сондай деңгейге көтерілмеске, ол бізге байланысты. Сондықтан мен театралға келген қонақтарым каждый раз театралдан кейін сондай болады деп. Премьерадан күшті ғой, мысалы содан көріп бір шай ішіп қайтайық деп, шай ішіп қанға деді отырсам. Қолдау керек, қуана білу керек. Шақырған адам шот төлеп, әрине. Сондықтан үлкен рахмет айтам келгендеріңе. Осылай театрларыңыз гүлдене берсін, ағайларыңыз аман болсын. Көптеген жақсы шығармалар, көрермендер көп болсын. Рахмет. Жақсы. Сізге рахмет. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламаны көрсеңіздер, астына міндетті түрде пікір қалдырыңыздар, бөлісіңіздер, инстаграмға салыңыздар. Осы бағдарламаны көп адам көруіне себепкер болыңыздар. Келесі бағдарламада кездескенше сау болыңыздар. Чао. Сау болыңыздар.